әйтеуір қайыққа тұрмысқа шықсаң да любой жерде, кез келген жерде мектеп бар ғой. Сол жерде әйтеуір жұмыс жасасаң аштан өлмейсің. Біз кезінде мысалы Қонаевты да білеміз ғой, мысалы Қызылордадан Ыбырай Жақаевты рекорд қойған күріштен алып келді да Алматы облысында Бақанастың былайша айтқанда Күрішектерді. топырағын былайша айтқанда зерттетіп күріш екті. Қазіргі уақытта Бірлік деген ауылда сол өсіп жатыр. Оның мақсаты не? Мектеп әкімшілігін мұғалімнің жұмысына кедергі келтіру ма, әлде оның жұмысын жетілдіру, дамыту ма? Бірақ маған ұстазым жиі айтатын да, ұстазым өзіңнің салаң бойынша тапқан 500 теңге жай барып бір түн барып, яғни басқа саламен мүмкін официант болып істегеннен әлдеқайда жақсырақ бабасының былайша айтқанда аяғы тимеген жерге басымен барып қорғап жатқан жастар да бар екенін мойындауымыз керек та. Ата-ана мұғалімнің жұмысына қаншалықты кедергі келтіріп жатыр? Баршаңызға сәлем. Дарын Teacher подкастына кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Саят Нұрқасымұлы Ыбырайымов. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұстаздық бұл мамандық па, әлде миссия ма? Саят мырза, кезекті подкастымызға қош келдіңіз. Біздің алғашқы сұрағымыз осы, жалпы бүгінгі подкастта ұстаздықтың бұл кейбір қоғамда енді қазір мұғалімнің статусы бар, әртүрлі реформалар болып жатыр, бірақ дегенмен осы қоғамда білім беру саласында ұстаздықты көп жағдайда мамандық немесе миссия деп екі жақта талқылау бар. Осыған сіздің көзқарасыңыз қандай? Бүгінгі подкастымызда біз осы төңіректе әңгіме қозғайтын боламыз. Сонымен кеттік. Жақсы. Еркін, ашық әңгіме. Жалпы ұстаздыққа келетін болсақ, ол ұлы ұғым ғой негізі. Миссия деп айтса дөп айтқан болады. Неге? Өйткені ғалымдар ұстаздыққа қатысты мынандай бір түсініктеме береді. Бұл енді жай ғана сабақ беруші емес, ғұмырлық сабақ беруші дейді. Тек қана ұбт-ға дайындаушы немесе бір дипломды қорғатушы емес. Яғни ұстаздыққа келетін болсақ, ол кезінде біз Ыбырайларды, Ахметтерді білеміз, ұлт ұстаздарды, ағартушыларды. Сонда бұлар тауда да таста да сабақ берген, яғни белгілі бір аудиторияда ғана емес. Сосын ұстаздықтың бойында тағы бір ескеретін, ол сабақ беруші ма, жай мұғалім ба жоқ деген кезде ұстаз мынандай ұғым береді тағы да. Оның бойынан әрден ұлтқа қызметтің былайша айтқанда иісі шығып тұрады дейді. Жай ғана бұл мамандық емес екен, тағы бір дәлел. Осы түсінік әдемі бір қорытатын секілді. Енді мынандай нәрсе де болып жатады да қоғамда. Мұғалімдер енді өздерінің жұмыстарынан тыс, олар да адам ғой, демалады, отбасы бар, немесе белгілі бір жерлерге бар, өздері әртүрлі мерекелерде, жиындарда демалып жатады, немесе сыртқа саяхаттап жатады. Сол кезде әлеуметтік желіде бұл ұстаз, мұғалім неге бүйтіп жүр, неге үйтіп жүр, андай істеуге болмайды, мынандай істеуге болмайды деген шағымдар өте көп түсіп жатады да. Енді комментарийде осыған сіздің ойыңыз қалай? Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл жерде енді негізгі нәрсе, қанша дегенмен қандай мамандық иесі болса да, біз оны адам ретінде қарастырғанымыз дұрысырақ сияқты да, сіздің ойыңыз? Жақсы, ауырда сөз бар ғой, шошқаға да бір күн той деп қояды қазақта. Бірақ мына нәрсені түсінуіміз керек сияқты, демалғың келсе уақытыңды босқа өткізбе дейді да, Бифонның бір сөзі бар да. Яғни ұстаздарша демалғанға жетпейді да. Ол қалай еді деген кезде біз Ахметтерді білеміз ғой. Өлең шығарып, өлең жазған шығар, оқулықтар әліппен жазған шығар. Бірақ олардың бір сүйдім күйдім деген бір өлеңі жоқ та, бір қарасаңыз. Кезінде арғыбасы Қазбектердің бір қылжақтары жоқ, әзілдері, мысалы қағытпалары бір мүмкін зілдері болған шығар, бірақ оларда бір дәл қазір айтқанда қоғамның бір прикол деген сияқты нәрсе. Неге? Шындықты айтты да олар. Сол секілді ұстаздың да негізі демалысы шынайы болса да, ол бірінші қалай демалыс ол? Ол демалыс деген кезде бізде бір құр шаршау ма? Ұстаз, яғни миымен жұмыс істейді қоғамға, еңбек. Ми қай кезде демалады? Ми жазумен демалады ғой негізі. Ғалымдардан асып қайда барамыз? Сосын жүрек демалады деген сияқты. Ал біз демалысты да кейде ажыратпаймыз ба деп қаламыз да қоғамда. Сондықтан қалаймын да, мысалы біз өзіміз мұғалімдерді осы команданы әсіресе осы Дарын онлайнда да бар, мысалы сыртқа мұғалімдерді апарып тәжірибе алмасады. Бір жағы демалыс болады, бір жағы үйрену болады, игеру болады деген секілді. Барса болады да, Баянауылға барсаң болады, мысалы. Қалай? 30-ға жуық академик шықты да. Жай ғана демалыс емес та. Ол жердің былайша айтқанда сайы, тасы, тауы сөйлейді деген секілді ғой. Алғаш мектеп ашылған мысалы Бөкей ордасына барды. Жәңгірлер ашқан 1841-дегі. Сонда бар. Кеше біз мысалы Ташкентте болдық та, Алаштың зиялылары, яғни Алаш ізімен деп.
сол жерде біздің алғашқы университеттер қалай құрылды деген сияқты. Ал кішігірім корпоративте бағанағы бір шаршаған буын шығаратын, яғни кейбір адамдардың ақиқаты көрініп қалатын, ертең өзі ұялып қалатын, әлгі Төле би бабамыз айтады ғой, атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі, өзіне келер ұятын өзі біліп тұрса игі дейді. Сондықтан мұғалім біреудің қисық тұрғанын түзететін қоғам болған соң өзі тәнтіреңдеп жүргені, өзі қисайып жүргені, ішіп алып жүргені деген секілді сондай кадрлар бұл біздің мамандығымызға сын, адамдығымызға, арымызға, адамдыққа томпақ болады да, алладан ұят болады деген сияқты ғой бұл жерде. Демек, онда біз мынаған келетін сияқтымыз да, сіздің ойыңызша, ұстаздық онда бұл мамандықтан гөрі жоғары, бұл көбірек миссия дегенге келеді, иә. Сонда біз ұстаздарды 24/7, 365 күн, қай жерде жүрсе де, ол тойда жүрсе де, демалыста жүрсе де, өзінің ұстаз екенін ұмытып кетпеу керек. Иә, балаларының рентгеннің астында екенін білсе, оған әрдайым еліктеушілік бар екенін білсе, тіпті бұл бір енді кейбір деп қойыншы, бәрі емес, бір жұлдыздардың, әншілердің балалары еліктейді да, солардың ішкеніне дейін, соған билегеніне дейін еліктейді ғой. Ал бірақ біздің мұғалімнің жүріс тұрысы, кешегі Мүсіреповтердің, Ушинскийдің мұғалімнің сөзі, сұлу, яғни киімі, бәрі үйлесім табу керек дейді да бұл жерде. Сондықтан біз осы нәрсені балаға беруіміз керек дейді, өйткені бұл қоғамның адамнан адам жасайтын, былайша айтқанда бұл үлкен ұлы миссия да. Компьютер жасап жүрсең, бір зат жасап жүрсең, бұйым жасасаң мейлі екен да, қоя тұрасың да, басқа нәрсе істей тұрасың. Ал бірақ бұл әрдайым балалардың назарындағы ең үлкен ұлы, яғни мамандық десек болады да. Иә, осы төңіректе мысалы өзіміздің кезінде сабақ берген мұғалімдеріміз немесе өзіміздің ата-аналарымыз көшеден мұғалімді көрсек тығылып қалатын едік деп айтатын еді. Ал қазіргі оқушылар, қазіргі жастар мұғалімнен тығылудың орнына керісінше онымен жаңағы еркін қарым-қатынасқа түсіп жатады, өз ойларын ашық айтып жатады дейді. Осы қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Енді ол заман, енді өткен ғасыр, 20 ғасыр, қазір 21 ғасыр, қазір әлемнің дамуы басқа жаққа қарай кетіп бара жатыр. Сондықтан осыған ойыңыз қалай? Жақсы. Енді ол субординация деген қай кезде де қалу керек. Сыйластықтың биігі әр кезеңде болады да. Өйткені білім сол тазалыққа құрылған дүние ғой бұл. Сондықтан біз қазір оларға айтсақ болады да, енді шетелде немесе қазір заман басқа деген секілді сөздер айтады, бірақ ғұламалардың бір сөзі бар да, ойып түсіретін. Адам басқа негізі дейді да. Замана орнында тұр дейді да. Заманға тіл бітсе сендерді жерден алып жерге салатын еді деп қояды ғой. Сондықтан біз не керек болып жатыр бізге? Мысалы шетелде оқыдық та, сол жақта. Еркін бар, мұғалімдер еркін сабағын түсіндіреді, балаларға қарапайым, кез келген уақытқа подход сол. Біз кейде еркіндікті ерігу деп білетін секілді кейбір адамдар. Сондықтан ол жерде бір бәріміздің тарихта қарасақ ұпайымыз түгел. Күні кеше осы өмірден өткен, мысалы менің ұстазым 10 шақты жыл жанымда бізге сондай жетекші бола білді. Ол кісінің тіпті мен ұйықтағанын да көргем да, ағайымның. Тіпті әлгі наданның құлшылығынан ғалымның ұйқысы артық деп қойды ғой. Неге дегенде ғалым ұйқыдан тұрса біраз нәрсені тындырады да. Сол секілді біздің ұстазымның да ұйықтағанын көргем, тамақ жегенін де көргем. Сондықтан қарым-қатынаста бір кеудемізден итерген тұсы болмады, әр сәтінде үйрене алдық та. Сондықтан ұстаз қалай әрбір сәтте бір үлгі бере алса, сосын ісімен өнеге бере алса болды, және оған бір кез келген шәкірт біз алыстан сыйласып жүрміз деген сұрақ болмайды деп ойлаймын. Ең бастысы жеке басын алып жүрсе болды. Ең бастысы дұрыс қарым-қатынас, еркін қарым-қатынас. Мүмкін әрбір сәтте бір жақсылықтың дәнін еге алатын болса, отырысында, тұрысында, жүрісінде деген сияқты, шәкірт одан артықты іздемейді деп ойлаймын. Тек кейбір мұғалімдердің, әлсіз мұғалімдердің қабілеті азайғандықтан баламен еркін болам дейді да, сосын жайдақ болып қалады да, бала ертең басына шығады, әлгі есі кеткен бала енесінің етегімен ойнайды деп қойды қазақта. Сондай балаларды көріп жатамыз, бір ертең мұғалімнің ұятқа қалдырып жатады соңында. Так, осы төңіректе тағы мынандай мәселе бар мектептің ішінде. Қазір кейбір жаңағы ата-аналар дейік, немесе кейбір білім саласында жүрген кісілер, мұғалімдер дамымай жатыр, өспей жатыр, кезінде мұғалімдер қандай еді, қазір мұғалімдер ұсақталып кетті, жүріс тұрысынан да, киім киісінен де, білімінен де, адами құндылығынан да барлық жағынан әлсіреп кетті. Соған сәйкес оқушыларда соның салдарынан әртүрлі
өмірлік қиындықтарға ушығып жатыр, кездесіп жатыр деп айтады. Ал кейбір топ, яғни бұл жерде екі көзқарас бар да, қарасақ. Бір топ айтады, мұғалім өзгеру керек, сол кезде ғана оқушы дұрыс жағына өзгереді дейді. Ал кейбір топ жоқ, бірінші оқушы өзгеру керек, ата-ана өзгеру керек, содан кейін барып мұғалім соған сәйкес сай болады деген нәрсе бар да. Өйткені мектептің ішінде әртүрлі конфликтілер бар, өзіңіз білесіз. Мектептің ішінде балаларға сабақ беріп жүрсіз, университетте де жүрсіз. Сол конфликттерді енді екі жақтан қараймыз бұл жерде. Мұғалімнің қателігінен болатын нәрсе болады, немесе оқушының қателігінен болатын нәрсе болады да. Осы жерде біз қай топтың айтқанымен келіскеніміз дұрыс болады, немесе қайсысы, былайша айтқанда, енді бұл білімде мынанікі дұрыс, мынанікі қате деген нәрсе жоқ. Жалпы біздің мақсатымыз білімді дамыту болғандықтан бұл жерде қайсысы бірінші дамуға, яғни өзгеріске келу керек, қайсысы бірінші бастау керек деген мәселе бар да. Соған ойыңыз. Жақсы. Бұл қарасақ болады, енді біз қай кезеңде де кейінгі буынға өкпеле ғой. Мысалы, осыдан 100 жыл бұрында бір ақсақалдар жастарға ренжіді десе де болады да, мысалы. Иә. Қай заман болса да. Сол жастар қазір, олар да ақсақал болды да, олар да кейінгі буынға да, бірақ енді алдыңғы буын кейінгі буынға ақыл айтпаса ел боламын дегеннің қайсы деген секілді, біз өзгеріске қайсысы дегенде енді біз карантинді бастан кешірдік қой, шыны керек. Иә, 4 жыл, 5 жыл болды. Интеллекттің түрлерін өтеді ғой әлем, бірақ соның ішінде адаптация деген, яғни бейімделген адамдар отырып жатыр да соңғы уақытта. Онлайнға да, тез бизнестің де түріне деген секілді, білімнің де, өйткені заман қарыштап дамығаны соншалық, ақпарат қазір өте көп та. Сондықтан икемделу әлгі мысық секілді 4 тағандап түсу деп қояды ғой. Ал біз оқушыларды өзгертеміз, мысалы мектептерге барамыз, аптасына 4 рет баратын күндер болады, бір ауылдардың өзіне, өзіміздің күнделікті мектептен бөлек. Сонда бұл жерде біз оқушыларды өзгерте аламыз да, бірақ бұлақты басынан тазалау үшін мұғалімдер өзгерген жақсырақ та, өйткені алдынан қанша буын өтеді да. Мысалы бір шәкіртте, мысалы қарасаң, бір эксперименттердің өзі, статистикалардың өзі, мысалы 20 мыңдаған адам өтуі мүмкін дейді да, мысалы бір мұғалімнің ғұмырында ше, мысалы. Енді ойлай берсеңіз болады да, ол жерде мұғалім қанша адамның шамын жағушы екен, шам алып кірген кезде қаншама адамның жақсылығын көретін секілді, мысалы. Біз де сол мұғалімді өзгерте алсақ, ал өзгерген кезде қалай деген кезде заманның соңғы бірлігімен қарулану ғой. Бәрі шынымен оқыды, университет оқыды, тәжірибе жинақтады. Бірақ соңғы уақыттарда не нәрсе маңызды деген кезде соңғы уақыттарда дабыл қағып жатыр да, дағдыларды үйренсін деп жатыр да мұғалімдер. Тек қана мектептің пәнін емес, яғни мұғалім үйрету, яғни өмірлік және үйрену дағдыларын үйретсе дейді да, яғни шешім қабылдай алатын, проблема шеше алатын, коллаборация деп қойса, Финляндияны айтып жүрміз ғой, Эстония, Сингапурды айтып жүрміз ғой, коллаборацияны пазл секілді құрастырылатын, сол секілді өзінің жанынан коммуникацияға түсе алатындай, сосын АКТ-дағы ақпараттық коммуникациялық технологияларды, технологияны игеру деген сияқты сонымен қаруланатын болса, мұғалім балаға қызық болады да. Ал балалар неге өзгеру керек деген кезде, балаларда яғни сол нәрсені айтушы көсем болса, яғни тыңдаушы шешен, айтушы шешен болады, тыңдаушы көсем болған жағдайда деген секілді, сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзелді деген кезде, мұғалім дұрыс болған жағдайда да оқушы соған күнбағыстай күнмен бірге иілген секілді иіледі деп ойлаймын. Өйткені білімді мұғалім қай кезде де күні жарықты да білімдінің. Өйткені білімді болған соң, ол әлеуметтік желіден, TikTok-тан қызық болған сайын ол бала оған қызығады, яғни қызықтыра алу яғни бірінші мұғалім өзгеру керек, соған сәйкес оқушы өзгереді деген қағидаттамыз. Енді осы мынандай нәрсе бар да, кезіндегі ұстаздар мықты болған, қазір ұстаздар жаңағы өте әлсіз, дамымаған, білімдері аз деп жатамыз. Бірақ қазіргі сол ұстаз болып жүрген кісілердің өзі кезіндегі мұғалімдерден білім алды ғой. Егер кезіндегі мұғалімдер мықты болған делік, мықты болса делік, мықты тәрбие берді, академиялық білім мықты берді десек, неге қазіргі мұғалімдер ондай емес? Сол кісілерден білім алды ғой негізінде да. Екі сұрақ байланысты отыру бар. Бұл жерде енді келесі ертең мысалы тағы 20 жылдан кейін айтып отыру мүмкін да. Қазіргі оқып жатқан студенттер мектепке барып, кезінде біздің ұстаздарымыз мықты болған еді, қазіргі ұстаздар нашар болып кетті деп оларды айту мүмкін да, немесе ата-ана болады ертең деген секілді. Бұл деген нәрсе қазіргі тұрған адамдар просто проблеманы болашаққа сырып қойып отқан сияқты көрінеді да көзге. Кезінде мықты болып еді, қазір мынандай болып отыр деген секілді. Енді осы жерде тағы әсер ететін мектептен бөлек университет бар.
яғни бала мектепте білім алып шыққаннан кейін университетке барады, жоғары оқу орнына, колледжге барады деген секілді. Осы енді университеттен, сіз университетпен де өте тығыз байланыстасыз, ол жақта да білім бересіз. Осы педагогикалық универлердің негізгі мақсаты қандай? Нақты бір конкретно бір сөйлеммен айтып беретін мақсаты бар ма? Университеттер, именно педагогикалық, басқа университеттерді білмеймін. Оның ішінде мысалы педагогикалық университеттер тек біз Қазақстанда жаңағы Абай атындағы және баяғыдан бері келе жатқан Жемпей университетін айтамыз, бірақ дегенмен басқада да университеттердің ішінде педагогикалық мамандықтар бар ғой. Өзі университет педагогика бағытталмағанымен ішінде бар мамандықтар да. Солардың барлығының негізгі мақсатын бір сөйлеммен айтсақ қалай болады? Университет тұлға, яғни маман шығарады. Ал мен университеттегі барудағы мақсатым адал кадр шығару. Яғни шынымен де өйткені кадр көп нәрсені шешетін болып тұр. Әдіс тәсілге бай болса. Бірақ бағана бір сөйлем деген кездегі сол адал кадр шығарса да университет әр саласында, әркім өз саласында. Жалпы айтатын болсақ, педагогикалық вуз болсын, не болса қарайтын болсақ. Бәрінің мақсаты бір деп айтасыз. Бәрінің мақсаты бір дегенде енді біз кейбір миссиялардың мақсаттарын бүйтіп кіреберістерін оқып көрсеңіз болады. 21 ғасырға сәйкес, яғни игерген, миссияға сәйкес дағдыларды меңгерген деген ұзақпен келеді. Бірақ сол бидайдың баратын жер диірмен деген секілді оқушыны мойындата алатын, яғни мықты кадр болу маңызды болып тұр ғой. Яғни оқушыны тек қана жай ғана бір объект емес, оған білім бере алатын, бұл оқушыны аманат деп қарайтын деп айтсақ күшті болады шығар. Аманат деп қарайтын адал кадр шығарса деймін да. Енді осы жерде тағы да мынандай бір қайшылыққа келеміз да. Мектептен оқушы бітіріп шықты. Ол мектепте бір өзінің жақсы ұстазына еліктеп, мен болашақта мұғалім болғым келеді деп, ұстаз болғым келеді деп, университетте педагогикалық мамандыққа түсті делік та. Ол педагогикалық мамандыққа түскеннен кейін қайшылық басталады. Ол соңында педагог болмай шығуы мүмкін, ұстаз болмай, яғни мектепте сабақ бермей, немесе мектепте сабақ беріп шығуы мүмкін. Осы жерде мынандай қайшылық пайда болады. Университет айтады, бізге мектеп білімі бар, жаңағы жеткілікті білімі бар, біздің беретін білімдеріміз алып кете алатын оқушы дайындап бермеді деп мектепке лақтырады. Ал мектеп айтады, біз нормально бұтаға дайындадық, осындай нормально бала алды, жеткілікті грантқа түсті, ары қарай 4 жыл сіздер оқытып, оны маман қылып шығулар керек дейді. Былайша айтқанда жауапкершілік бір-біріне лақтырып тастап отыр да. Осы мәселені қалай шешкен дұрыс, немесе жалпы бұл бір-біріне лақтыру қаншалық дұрыс? Жауапкершілік бәрібірде екі жақта да ғой негізінде. Бұл өйткені екеуінің ортасында алтын көпір болуы маңызды да. Өйткені бұл теория мен практика қатар жүреді. Мысалы біз қазір теория жоқ болса, айтуымыз мүмкін де, қазір тек қана практика маңызды деген секілді курстар бар ғой әлеуметтік желіде, не бір мысалы. Осы күндері мысалы мобилография болуы мүмкін, мысалы SMM саласы бойынша сол секілді. Жоқ, бұл қарасақ ғарышқа барған кезде де теория маңызды да. Мысалы белгілі дәрежеде игермесең, ол жақта тамақты да дұрыс жей алмауы мүмкін деген сияқты. Судың астында водолаздың да сол теориясын меңгермесең, бірден суға тастай салса батып қалуы да мүмкін деген секілді. Бұл мұғалімдікте яғни егіледі бірінші, шынымен де теория. Ал біз теориямен соңғы уақыттарда мына практика қатар жүретін 3-ші курстарды, 4-ші курстарды, алғашқы курстардан бастап мектепке жіберіп жатырмыз. Тіпті кейбір кездерде бір аптаның осынша бөлігі, яғни күндері мектепте болады, бір аптаның қалған бөліктері өзі университетінде жүреді деген сияқты. Сондықтан бұл теориямен қатар практика ұштасу керек. Ал бірақ сен саларда мен салар, атқа жеңді кім салар деген секілді мұғалімдікке негізі бұрындары шынымен де қол жеткендер кез келгені баратын болған. Қазір бал қойылған. Бал қойылды. Сосын шәкіртақысы да өсті. Енді соған сәйкес талабы да сәл күшейтілсе, мектеп жасынан таңдалып алатын бізде бір жоба болды да, мектептерге барып мұғалім болатындарды оқыттық. Мектеп жасынан бастап. Мектеп жасынан. Ол жоба негізі бірнеше жыл қалынды, 2016-дан бері қарай. Соңғы жылдары оны министрлікте қолдап, осы Абай атындағы университетпен мектепке жоба бар, сондай мұғалім болам дегендерді арнайы дайындайды. Өйткені біз көп жағдайда баламыздың тағдырын көбіне үшпен оқитындар, бал жеткендер түсіп жүрген кездер болды. Кезінде болды. Ал дәл қазіргі ситуацияда мұғалімге түсем ғой деген. Ал енді соның ішкі қазір біз сыртын реттеп қойдық, ішкі жан дүниелері ішкі былайша айтқанда реттеліп жатыр. Оған бір жылай беретіндей емес, белгілі дәрежеде алға жылжулар бар. Тек бізге қоғамға не жетпей жатыр деген кезде мына нәрсе жетпей жатыр да, соның насихаты, жарнамасы көп болмай жатыр да. Әлеуметтік желілерде бәрі көбісі дейікші енді. Жұлдыздарға, басқа нәрсеге бағытталған, жеңіл ақшаға бағытталды да, ал бірақ ұстаздықтың, мамандықтың қыр-сырында. Мысалы мен осы жерде бір месседж айтқым келетін да, жылда қарасаң, әркім өзінің кезінде мысалы
Мао Цзэдулардың өзі дейді да, Қытайда өзін айтатын дейді да, ел басқарып отқан кезде менің осы елдің тізгінін ұстаудағы деп қояды да, мықтылығым анау бір чалға, яғни кәрі неге мұғаліміме байланысты бастауыштағы бүгінгі яғни жетістігім деген секілді біздің президенттен бастап мысалы осы мұғалімдер күнінде ғана емес әрдайым осы біз басқа кезде айтамыз да адамзаттың инженері, адамзаттың бағдаршамы деп, бірақ арнаулы күндер емес, әр сәт сайын әлгі ғалымдардың айтатыны бар ғой, мен осығанға дейін жетістігім осығанға дейінгі ғалымдардың иығын басу арқылы жеттім деген секілді әр тізгінді ұстаған елдің азаматтары айтса да осыған мен ұстазбен жеттім, ұстазымның себепкерлігімен деген. Яғни осы былтырлар ғана осы көптен ойда жүрген министрлердің де өзінде осындай бір ұстазына бір не жіберді да, челлендждер жіберді да, осы нәрсені көбейтсе да елдің тізгінін ұстаған азаматтардан басқа. Көп жағдайда бізде қазір қоғамда енді кішкене тоқмейілсіп қалдық та, көп жерде мен деп сөйлейтін болып кеттік. Сондықтан осы нәрсеге мен осынша күнде жеттім, және осынша күнде тіл үйретемін, интенсивный курс деген сияқты, осынша күнде байығып жіберемін деген секілді. Бірақ фундаментальный нәрсенің бәрі ұстаз арқылы жеткенін айтпай жатыр да қоғам. Сондықтан жақсылықтың келуін қалай білеміз дегенде, осы 21 ғасырда ғалымдар айтады да, баннерлерде тұрсын дейді да олар. Сүйіншілері баннерлеріне тұрсын, ұстаздардың да қай күн келсе де, айтулы күндер келсе де жетістіктер осы іліну керек сияқты. Өйткені біз көп жағдайда қазір жақында мысалы жеңістің былайша айтқанда юбилейі болады да бізде, жеңіс 80 жылдығы дейікші, жақсы. Бірақ кеше ғана көзім шалып қалды, кәдімгідей бір облыстық білім басқармасы ұлы жеңістің деп жатыр да, бір ұлы деген сөз артықтау секілді да негізі ол жерге ше, ұлы отан деген сияқты. Біз ұлы отанымыз емес, болмаса ар жағында біз ұстаздар да мүмкін осылай жазу керек шығар. Ұлы ұстаздар. Иә. Ұстаздар күні, болмаса осындай бір ұлыққа жеткізген, дәнін еккен, соның баспалдағын бастаған деген секілді. Бұл жерде айтқым келетін дұрыс. Насихаттауымыз керек. Ерліктер өлмейді. Біз көп жерде ескерткіштер салынады, парктерімізде бар 28 деген, бірақ ол парктердің атын мүмкін басқалар таласып жатыр да, олар соғысқа қатыспаған деп. Бәлки біздерге сол жерге ұстаздарды орнату керек пе деймін да негізі. Енді бұл қазір енді ұстаздық статусы бойынша, мұғалім статусы бойынша соңғы 5 жылда өте қарқынды шаралар болып жатыр. Бірақ жаңа сіз айтқандағыдай тағы да қосымша жарнамасы, пиар болса деп отырсыз ғой да. Иә, бағанағы енді айтқан затымызға келсек, негізі сіздің ойыңыз бойынша мен түсінгенім, бұл екі жақта кірісу керек дұрыс. Мектепте, университетте. Енді мектепте білім беріп жіберді делік. Бала шабыттанып бір ұстаз арқылы болды, мен мұғалім болам деп университетке барды. Университет ары қарай осы жерде университеттен мен сұрағым келген мақсаты не, именно педагогикалық университеттің мақсаты қандай болу керек? Оның мысалы мектептің негізгі мақсаты сол баланы болашақта дұрыс адам болуға, қоғамда дұрыс жаңа маман болуға бір алғашқы импульс дейміз ғой, сол импульсті беріп жүреді ғой. Ал екінші осы университетке барып, енді біз көп қазір білім саласында өзімізде жаңағы анализдер жасап жатырмыз. Көп қазір неге түскен студенттердің былай сұрайтын болсақ, мұғалімдікке не үшін түстің десең, стипендиясы көп. Одан кейін жаңағы плюс белгілі бір жеңілдіктер болады. Кейбір университеттерде тамаққа қосымша қаржы төленеді. Яғни бағанағы біздің алғашқы бастаған тақырыбымыздағы ұстаздық бұл миссия ма, мамандық па дегеннен көбірек мамандық дегенге қарай кетіп бара жатқан сияқты да. Өйткені тамақ табудың көзқарасы, одан кейін көп жаңағы ата-аналар қыз балаларын ертең тұрмысқа шықсан бір жерде әйтеуір қайыққа тұрмысқа шықсан да любой жерде, кез келген жерде мектеп бар ғой, сол жерде әйтеуір жұмыс жасасаң аштан өлмейсің деген мақсатта мұғалімдікке түс деп жібереді да. Бұл қалай болады сонда? Осындай ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Былайша айтқанда мамандық болғаннан кейін бұл тамақ жеудің, өмір сүрудің бір несі болып тұр ғой. Бірақ біз бағана қажеттілік болып тұр. Ол да дұрыс деп ойлаймын. Бірақ мақсат емес, бірақ негізгі нәрсесі университеттердің осындай келген оқушыларды қалай өзгерту керек? Мақсаты не? 4-ақ жыл уақыты бар да оның. Енді 4-ші курстың жарты жылы жаңа практикада жүреді, арасында практикасы бар десек, 1 жыл жоқ деп есептейік. Таза 3 жыл уақыт бар. енді мынаны есептейік. Мемлекет бір студентке 1 жылда енді жаңа грантқа түсетін студенттерге 1 жылда орта есеппен Қазақстан бойынша енді жоғарғы оқу орындарында 1 миллион теңге қаржы бөледі. Оның ішінде стипендиясы бар, оның ішінде жаңа университетке беретін мұғалімге төлейтін қаржы бар деген секілді 4 жылда сонда 4 миллион береді.
толық стипендиясын алатын жаңағы студентке. Осы төленген 4 миллион қаржы қаншалықты университеттер толық игеріп жатыр. Университеттен бітірген студенттер жаңағы педагогика бойынша қаншасы мұғалім болып жұмыс істеп жатыр қазіргі таңда. Қаншасы мүмкін басқа салаға кетіп қалды да мүлде. Осыны біз қалай өлшей аламыз университеттің мынау тиімді жұмыс істеп жатқандығын? Мұғалімдікті дұрыс қаншалықты тәрбиелеп беріп жатыр? Мүмкін вообще бұл ақша ауаға кетіп жатқан шығар. Бұл бір екінші сұрақ болды дейсіз ғой. Иә. Енді бәрібір де қазір енді капиталистік қоғам болғаннан кейін мемлекеттің әрбір бөлген қаржысын бір тиынын ол бәріміздің қалтамыздан шығып жатқан төленіп жатқан салықтың есебінен сол мектепке де университетке де қаржы төленіп жатыр ғой. Мәселе қаржыда болып тұрған жоқ. Мәселе бұл жерде қаншалықты университет дұрыс маман даярлап беріп жатыр мұғалімдікке. Академиялық жағынан болсын, тәрбие жағынан болсын, қай жағынан қарайтын болсақ, соған сіз қалай ойлайсыз? Иә, мына нәрседе кез келген енді ата-анадан басталдық қой бағана. Негізі адам болсын, сосын маман болсын деген қазақпыз ғой негізі. Ал бірақ мақсатқа бағытталған бағана. Ол күнделікті бір сананың деңгейінде ғана, қажеттілік деңгейінде емес, ол мақсатты түрде маман болу. Ең бірінші яғни бұл білімгер дейді, майдангер деген секілді білімгер, яғни ол ізденуші деген этаптан өтеді. Одан кейін ол зерттеуші деген сияқты. Одан кейін бір ғалымдыққа барады ғой. Яғни біз сол зерттеушілікпен аяқталып жатса, мысалы академиялық бакалавр білімі, оның өзі құба-құп та, өйткені ары қарай шәкірттің былайша айтқанда шамын жағалатын маман болып кетуі да. Ал біздің елде мысалы шыны керек қазір ресми мәлімет бойынша мысалы осы 24-те берілген 600 мың мұғалім жетпейді да негізі. Бүкіл Қазақстан бойынша. Ал енді оны бейресми деп мен мысалы айта аламын, кейбір жерлерде айтатын болсақ миллионның үстіне шығуы мүмкін, өйткені қаншама ауылда былайша айтқанда зейнетке шыққан мұғалімдер де осы мықты маман ғой әйтеуір деп ұстап тұрғандар да бар да. Өйткені қайтадан өзім барып жүрген өлкелерде мысалы бір ауданда мен Жетісу облысымен, Алматы облысымен, сосын қазір Жамбыл облысымен жұмыс істеймін да. Сол жердегі аудандар бар кішігірім енді. Солардың өзінде 30-40% жаратылыстану бағыты бойынша мамандар жоқтың қасы десе де болады да. Сондықтан қазір маман тапшы, ал бірақ мына жақта бітіріп жатқандар көп та. Парадокс та екеуі бір. Тура пропорционал болмай жатыр да. Негізі мемлекет оны есептеп жатыр. Негізі мемлекет мынанша маман жетпейді алдағы уақытта, мынанша мұғалім жетпейді мынандай өңірлерге. Демек осындай студент педагогика бойынша грант көбейтуіміз керек. Бірақ нысанаға бармай жатыр да. Иә, беріп жатыр. Қаржыны бөліп жатыр. Қазір біз енді қараймыз ғой. Осыдан бірнеше жыл бұрын бидайды игерілмеді. Біз әлемдегі бидай өндіру бойынша мықты мемлекетпіз да негізі. Одан кейінгі жылдары мысалы бізде оңтүстік шығыс өңірлерде жүгеріге байланысты алдыңғы жылы қалдықтар пайда болды да, көгеріп игерілмей қалды да. Былтырлар қарасақ мысалы оңтүстік өңірлерде мысалы орам жапырақ бар, егіндердің далада қалып жатқаны да. Сонда бір ой келеді да, сонда бұл неге деген кезде шекараны жауып тастады, басқалар алмай қалды дейді. Бірақ өзімізде сол тапшы да. Сол заттар бағасы да шарықтаған. Бұл жерде айтқым келетіні кейбір мемлекеттері бар да негізі. Бұларды бір ойбай деп жатқанымыз жоқ, андай бір еліктейтіндей. Бірақ кішкентай бір Голландияны алсақ та, жанымыздағы іргедегі Қытайдың да өзі диқаншыларға белгілі дәрежеде егетін өнімін айтады да. Бізге биыл осыншама тонна астық керек. Егер ол мысалы сәбіз болатын болса деген сияқты ғой. Осынша тонна керек, диқандарға айтады да, сәбіз егілетін жерге. Біз кезінде мысалы Қонаевты да білеміз ғой, мысалы Қызылордадан Ыбырай Жақаевты рекорд қойған күріштен алып келді да, Алматы облысында Бақанастың былайша айтқанда күріш ектірді. Топырағын былайша айтқанда зерттетіп күріш ектірді. Қазіргі уақытта Бірлік деген ауылда сол өсіп жатыр. Яғни болмайды деген нәрсе болды деген сияқты. Сол секілді бізде осы ауыл шаруашылығына қатысты келіп қалдық қой қазір. Мен ол жерден адамға шығайын деп тұрмын да. Бізде өнімнің өзі дұрыс игерілмей жатыр да. Неге деген кезде тапсырыспен былайша айтқанда мына жақта сұраныс пен ұсыныс бір дәрежеде бір-біріне жетпей жатыр. Теңеспей жатыр. Ал енді адам қалдығы деген кезде ол деген шаш етектен да дәл қазіргі уақытта барлық салада да бар деп ойлаймын. Бірақ соның ішінде қазір біз мұғалімдікті айтып отырғаннан кейін маман тапшы. Бірақ бітірген мамандар саны көп. Бірақ бәрі ол жаққа бармайды. Ауылдық жерге бармайды. Ауылдық жерге бармайды. Неге? Өйткені сылтау көп та ол жерде. Неше түрлі бағдарламалар серпінде болды, алып кететін. Дипломмен ауылға деген бағдарлама ауылға болды деген секілді. Бұл жерде сол мамандықты жанымен сүймегендіктен алғашқы курстарында басқа салада жүреді. Күзетші болады, ешкімді таба алмаймыз. Кассада істейді. Сосын аспазшы түрлі қажеттілікте болады. Бірақ маған ұстазым жиі айтатын да, ұстазым өзіңнің салаң бойынша тапқан 500 теңгең жай барып бір түн барып, яғни
басқа саламен мүмкін официант болып істегеннен әлдеқайда жақсырақ 500 теңгенің қазір құны болмағанмен ертең жылдар өте байқайсың, оның салмағы таразыда бәрі басады. Сондықтан басқа салаға барма дейтін да маған әрдайым. Яғни біз кураторлар, адвайзерлер дейікші, баланы баулу керек секілді да оқитындарын. Соның ар жағынан ашу керек секілді да. Неге? Өйткені кейде мектеп пен университеттің арасында да алшақтық бар да. Мысалы біз ОБТ бітірдік, тапсырдық, байқаңыз, сізде ОБТ кезінде мысалы алтын белгі қорғаймыз деп жүрді, скорс болды да бізде, мысалы математикадан болсын, физикадан болсын. Сол бірінші курстың аяғына таман сол скорс бізде жоғалып кетті да. Неге? Өйткені университетте басқа пәндерді оқығанымыз бар. Адаптация қиын. Сосын университеттегі алғашқы пәндер, баллон үрдісі бойынша бізде проблема бар. Неге дегенде, әр студент өзі таңдамайды әлі біздің елде. Бізде 2008-9 жылдары кірді біздің мемлекетке, бірақ ол жерде маманды да өзіміз таңдауымыз керек та, оқытушыны. Яғни оқытушы барғым келеді. Ол барғым келеді. Және осы пәндерді де солай да, негізгі өздерінің пәндері бар. Сосын таңдау бар да, қосымша пәндерді. Яғни бұл жерде кішкене әу баста осы программа кішкене дұрыс игерілмей жатқан сияқты ма деймін. Мен осы бұл сұрақты қойымдағы негізгі мақсат, көп қоғамда енді мектеп әкімшілігі жаман, мұғалім жаман, ата-ана жаман деп білім саласындағы әңгіме осы орта білімнен шықпай жатыр да. Одан төңірек жаңа садикке барамыз, балабақшаларда тәрбиешілер саны аз, білімі жоқ, оларды ешкім оқытып жатқан жоқ деген секілді да. Енді сол қазіргі мектепте мұғалім болып жүрген, балабақшада тәрбиеші болып жүрген кісілердің барлығы университетте білім алды негізінде. Енді көбісі СССР кезінде білім алды десек, одан бері бізде 30 жыл болды, тәуелсіз Қазақстан болғалы бері 30 жыл болды. Сол кезде бірінші курс болған маманның өзі бірінші курсқа түсіп 4 жыл аяқтады делік, тағы 2 жыл магистратурасын оқыды десек, 6 жыл уақыты кетті. Қазір мектепте кемінде ол бір 25 жыл тәжірибесі бар маман, орта есеппен алатын болсақ. Енді былайша айтқанда 30 жылда қаншама педагог оқып шықты, қаншасы қазір мектепте жұмыс істеп жатыр. Бірақ біз осы білім саласын айтқан кезде тек орта білімге ғана жауапкершілікті лақтырып жібереміз да қоғамда енді. Бірақ университеттердегі сол мұғалімдікті даярлау бойынша нақты бір ереже, нақты бір талап ол жақта жоқ сияқты. Ол кісілер студентті қабылдап алды, отырыс қойып сабағын берді, академиялық білім берді, бағасын қойып берді, диплом берді қолына, ары қарай ол қаншалықты жұмыс істеп жатыр, істеп жатқан жоқ, оған назар аудармайды. Бірақ андай қазір мемлекет оған белгілі бір көлемде мындай штраф қойған. Егер педагогикалық мамандықты бітірген маман иесі болса, ол кемінде мектепте барып өзінің жаңағы мемлекет бөлген қаржысын өтеу керек, яғни отработка барып мектепте жұмыс істеу керек деген секілді сондай өздерінің шарты қойған. Бұл енді бір жағынан бір жаңағы штраф арқылы шешіліп жатқан мәселе шығар. Егер ол оны өтемесе, онда грантқа бөлінген қаржысын қайтарсын деген сияқты нәрсе бергенді. Бірақ бұлмен проблема бір шешіліп кетіп жатқан жоқ негізінде. Бұл проблеманың салдарымен күресу сияқты болып отыр да. Негізгі себеп неге университет мектеп оған жазуды, сызуды үйретті, сол пәні бойынша дағдысын үйретті. Енді ол университетке келді, университетке келгеннен кейін оңай ғой енді. Уже жаза алады, сыза алады, оқи алады, білім бар, роботтан жақсы бала алып келіп тұр, 18-ге толған, ақыл-есі толық қалыптасқан, былайша айтқанда адамды ары қарай баулу тезірек қой негізінде. Салыстырмалы түрде мектепке қарағанда. Мектепте жаңағы ата-ананың рөлі бар, ол жерде тыңдамайды, бір үйдің еркесі, бастауышта әлі жазамайды, сызаямайды, жасы жаңағы 5-6 оқушыға бір үлкен жауапкершілік бере алмайсың. Бірақ 18-ге толған адам жауапкершілігі бар, ала алады. Университеттерде бірақ осы нәрсені қатты бір қарастырмайтын сияқты да. Білмеймін енді ол қаншалықты менің көзқарасымда дұрыс қате екенін, бірақ қоғам университетті білім саласын айтқан кезде университетті көп айтпайды. Университеттерде де енді өзімізде университетте оқыдық, бірде-бір рет олар бітірген студентіне звондамайды. Сен қай жерде жұмыс істеп жатсың, қалай істеп жатсың, осы алған бойынша қайтадан білімді жалғастырып жатсың ба, жалғастырып жатқан жоқсың ба деген нәрсе көбірек несі жоқ та. Бұны айттымдағы негізгі себеп біз мұғалім ұстаздық бұл мамандық емес, бұл миссия десек, онда бұл жолда бүкіл білім беретін жаңағы университет болсын, балабақша болсын, мектеп болсын, білім саласына қатысты барлық адам осыған кәдімгі білек сыбана кірісу керек сияқты да. Сол кезде ғана біз оны анау келген балаға миссия екенін түсіндіре алатын сияқтымыз да. Сол кезде ауылға бармау деген жаңағы
проблемалардан кететін сияқтымыз да. Көп нәрсе қазір андай салдармен күресіп жатқан сияқты болып отыр да. Так енді мына нәрсеге келейік. Мектептің ішіне қайтып кірейік. Мектептің ішіндегі ұстаздарда қазір өзінің жұмысын сапалы жасауға, академиялық білім беруге және балаға тәрбие беруге кедергі келтіретін, осыған қандай нәрселер кедергі келтіріп жатыр? Немесе жолын бөгеп жатыр, немесе уақыт жетпей жатыр. Яғни біз мұғалімдердің өзінің білімін өте жақсы беру үшін тағы мектептің ішінде қандай кедергілерін алып тастауымыз керек, қандай қиындықтарын шешіп беруіміз керек? Екінші сұраққа бұл. Иә. Жақсы, бірінші сұраққа келсек, бұны қойып жатқандағы нәрсе, түсіндіріп өтетін болсақ, біз енді мұғалім ұстаздықты миссия деп қарастыратын болсақ, онда осы миссияның жолында жүрген адамға, жаңа айтып отырмыз ғой, 24/7 ол осы миссияның жолында жүру керек десек, онда соған сәйкес онда жағдай жасалыну керек та. Ол жағдай жасалынбаса болмайды. Біз өкінішке орай социализмде емеспіз. Қазір капиталистік қоғам, тамақ ішу керек, киіну керек, жүру керек. Онда бала шағасы бар, онда үйі бар, онда кәдімгі адам, жеке өмірі бар дейсіз ғой. Жеке өмірі бар деген секілді. Ол кісі де тойға барады, ол кісі де мерекені тойлайды деген секілді. Бірақ біз миссия дегеннен кейін, ол миссия үлкен жауапкершілік бергеннен кейін, сәйкесінше онда біз қиындықтарын белгілі деңгейде шешіп беруіміз керек қой. Жақсы, бағана айтып қалдық қой, біріншісіне оралатын болсақ, енді шынымен ол бәрі былайша айтқанда жоққа шығармаймыз. Қоғамда бар да, дәл қазіргі уақытта әлемді бағындырып жатқан, немесе бір әлемдік стипендияларды алып жатқан қаншама жастар да бар да негізі. Бабасының былайша айтқанда аяғы тимеген жерге басымен барып қорғап жатқан жастар да бар екенін мойындауымыз керек та. Біз мысалы бір ұлттың жаманы болмайды, адамның жаманы болады деген секілді белгілі дәрежеде басқадан көре салу, немесе бір қателікті бір былайша айтқанда біреуге итере салу деген кішкене оңайырақ болып тұрған секілді да. Бірақ бұл жерде түсінуіміз керек сияқты, әркім өзінің қатесін да. Мысалы мен мына нәрсеге бір мысал келтірейін, және осыны қалай мен шештім өзім. Мысалы дәл қазір уақытта. Өйткені мұғалім дайындаймыз ғой. Бағана салдарды өзіңіз мұғалімсіз және мұғалім дайындайсыз. Мұғалім дайындаймыз, директор дайындаймыз, оқушы, студентпен. Жалпы осы бір салада барынша пайдалы болсақ деп жатырмыз ғой. Бағанағы бір кісінің негізі ақсаңдап жүреді екен дейді да, мысалы. Ақсаңдап жүреді екен, аяғы неге деген кезде әркім түрлі салдар берді да. Біреу аяғын емдетті деген секілді ғой, біреу балдақ берді, біреу басқа берді деген секілді. Бірақ ол кісінің негізі белінде де сосын жоқ деген кезде іш құрылысында шегінде бір жара бар екен дейді да. Сосын оған яғни ішіне омыртқасына әсер етті. Яғни қысқасы аяғы істемей қалуындағы негізгі себеп шегі былайша айтқанда іш құрылысында проблема бар ғой негізі. Бірақ соның қоғам солай секілді біз қазір басқа жаққа яғни бұл мұғалім шынымен де бұл жүректің мамандығы ғой. Біз басқаға қарай бағытталып кеттік та. IQ-ге қарай мүмкін белгілі дәрежеде беру керек шығар, бірақ біз мына нәрсені түсінсек та, мысалы мен қарапайым бір ғана ауылға барамын да, ауылдың директорына немесе білім бөлімінің аудандық білім бөліміне маған осы өңірден бір 11 жас тауып берші деймін да, физика, химия, биология деген бәрін санағанда бір бастауышпен қосқанда 11 пән ғой өзі. Иә. Ол әлеуметтік аз қамтылған болуы мүмкін, мүмкін жетім балалар болуы мүмкін, бәлки бұл балалардың бір арманы бар шығар деймін да. Біраз уақыт сабақ береміз біз көшбасшылық мектеп жобасында. Сосын солардың көбісі мұғалім боламын дейді. Өйткені біз сол саланың маркетологымыз да, былайша айтқанда. Иә. Сосын 11 адамды алып, ата-анасымен келісімшарт жасап, өзімен келісімшарт жасап, университетке алып кетеміз. И университетте осы жақта оқытып қайтару да. Осы жолда яғни туған ауылына мұғалім болып жіберу. Тегін дайындаймыз, мысалы. Алматыда қараймыз, ол тіпті былайша айтқанда немен қоректенеді, немен өмір сүреді, оның кураторы, дипломдық жетекшісі, оның диплом қорғаған кезде де өміршең болу керек та, бір іске татымсыз емес, шынымен өмірде қолданатындай. Біз соғанға дейін тіпті оның кіммен сөйлескеніне дейін қадағайлайтын куратор қоямыз да Алматыда. Сосын қайтадан ауылына қайтару да. Әу баста. Ал жоқ, ол ауылға емес, яғни қазанатты, яғни қазыққа байлап қайтесің деген секілді, оны республикаға әйгілейтін бала болса, Алматыда алып қаламыз да. Ал бірақ көбін ауылға жүрміз. Біздің біраз шәкірттеріміз мысалы ауылдық жерде қызмет жасайды да негізі. Сондықтан бір ғана ауылда бір 11 баламен бір мектепте шешуге болады негізі. Ол қиын емес. Ең бастысы соған уайымдайтын, соның жүрегі бар, сол салаға өзін арнаған балалар табу керекпіз да. Ал оған баулудан басталады ғой негізі бұл. Иә, енді ол сіздің қазір жасап отқан бір кішігірім гипотезаңыз деп қарасақ болады. Осылай жіберіп тексеріп көріп жатсыздар, ол кісілер қазір ауылдық жерде барып, өзінің туған жеріне барып білім беріп жатыр да. Енді барлық ауылда сіздің саныңыз көп емес қой. Бүкіл ауылдан онда 11 адамды алып, қайтадан оларды оқытып, қайтадан неға жіберіп деген секілді. Қазіргі енді мұғалімдердің көптеген мұғалімдер
өте сапалы мұғалімдер бар. Бірақ осы бағанағы айтқан сұрағымызға келейік деген ғой. Егер оны біз қоғамда миссия деп қарастыратын болсақ, мұғалімдік бұл артынысы деп қарастыратын болсақ, онда оның мектептегі қандай қиындықтарын біз тағы да шешіп беруіміз керек. Оларда қандай қиындық бар мектептің ішінде. Біз енді өз жағымыздан бастайды ғой ең бірінші бізде. өз жағымыздан талдау жасап жатырмыз да, сол қиындықтарына біз қалай көмектесе аламыз. Яғни сіз енді қазір университетте де жүрсіз, мектептің ішінде де жүрсіз, өзіңіз де сабақ беріп көргенсіз. Бұл нәрсемен сізге таңсық емес. Көбірек бұл нәрсеге сіз өзіңіз бетпе-бет келіп жатсыз да, соны қалай шешсек дұрыс. Қандай қиындық, бірінші давай қиындықтарын анықтайық. Оларды қалай шешкен дұрыс ұсыныс. Өйткені бұл біздің подкастымыз көріп отқан негізгі аудиториямыз мұғалімдер, мектеп әкімшілігі және білім саласындағы жүрген мамандар деп қарастырсақ болады. Соларға бір пайдалы ақпарат болса екен. Солар осыны алып өзгертсе екен деген ниетте негізгі подкастымыздың мақсаты. Көп жағдайда бәрінің енді көп үлесі қоғам қағазбастылықты айтады. Сосын мұғалімді қосымша жұмысқа дегенді, яғни бұрын негізі бізде облыстық білім министрлігі білім басқармасына өзіне алды да негізі мұғалімдерді мектепте. Бірақ кейбір жерлерде әлі әкімнің ықпалы бар. Аудан білім бөлім басшылары, яғни білім бөлім ауданның, яғни районның, ауданның басшылары ғой, әкімдері. Білім бөліміне әлі әсерін береді да. Әлі де былайша айтқанда тырнағын тізесін батырады негізі. Бар да ол нәрсе. Сондықтан қосымша жұмыстар, сондықтан бұны әлі де бір тәуелсіз керек. Білім тәуелсіз болған кезде ғана үстемдік құрады және беделі болады. Өйткені ғұламалардың бір сөзі бар да, білімге негізі барған кезде өзі барса құнсыз болады дейді да, білімге келу керек дейді да. Сондықтан ұстаздың алдына келетіндей қылып. Мүмкін ол дамыған елдерде мысалы Германияда мысалы үлкен дәрежеде қолға алынған, Японияда біз айтамыз ғой, бірақ негізгі Абай атамыздың да сөзі ғой, былайша айтқанда оң қолына бір закон қуаты деген секілді. Оны белгілі дәрежеде қолдау, ол нәрсе қарастырылып жатыр. Яғни екінші кезек сол, үшіншісі ата-аналар тараптан көптеген талаптар көп та негізі. Өзінің жеке басының жұмыстары негізі, жеке басы баласы ғой енді, өзінің жеке, яғни үйдегі кейбір мәселелерді мектепке ысырды да. Бірақ оған қосымша тағы мектептер шықты да. Болды деп ата-ананың көңіліне қарап ақылы түрде мысалы мектеп сіздерге услуга көрсетеді деген секілді үй тапсырмасына дейін орындататын мектептер бар да. Енді оған келген кезде үшінші проблема, яғни ата-ана тараптан кішкене қысым бар да. И төртінші кезекте біз енді оны алдына қойып жерге де болады. Балалардың былайша айтқанда гаджетпен, әлеуметтік желіде өмір сүруі мұғалімдерге өз кедергісін беріп жатыр да. Сондықтан осы төрттік бір мұғалімді осы төрт қабырға сияқты қоршап қойған секілді да. Ал осыны азайту үшін деген кезде ең бірінші ол, яғни билікпен болатын нәрсе бағананы ажыратып алу керек сияқты да. Мұғалім кімдікі өзі? Акиматтікі ма, жоқ былайша айтқанда районныкі ма деген секілді ше. Ал олар болатын болса, және оны біз көп жағдайда бізде проблема бар да, негізі комиссия үшін немесе бір экспо деген секілді бір ащы ақиқаттар бар. Сол секілді мектепте де сондай белең алған саяси нәрселерге араластырамыз, сайлау бар, басқасы бар қосымша. Сондықтан саны көп қойын кісілердің. Маман былайша айтқанда маманға жұмысты беру керек қой. Оның негізгі несі, міндеті баланы баяғыдай шығару ғой. Қазір енді соны талап етсек та, ал қалған нәрселер қосымша екенін түсінеді. Ал бізде керісінше қалғандары маңызды да, бала соңғы орынға түсетін сияқты. Оған және үйренген мұғалімдер де бар да. Бүгін комиссия келеді, тыныш отырыңдар, конспект жасап деген сияқты мәселелер де бар да. Комиссияны бұл екі жақты да қазір қанағаттандыру үшін. Сондықтан белін бастырмайтын да мұғалімдер бар. Өзінің саласын мықты біледі. Өзінікінде қойған және балаға сабағын береді. Ары қарай қосымша өзінің жүктеген жүктемесі бар. Балалармен жұмыс істейтін, сын жетекшіліктен бөлек деген сияқты баланы шығармашылыққа балу, театрға, мұражайға деген секілді, ауылдық жерде болса сол өлкетану деген секілді. Сондықтан мұғалімнің бұл жерде әу баста пара бермей, былайша айтқанда ешкімді жаке көкесіз кіретін болса, мұғалімнің жүзі жарық болады да, қай жерде де. Өйткені мен ауылда да берем сабақты, қалада да берем, және 21 жасымда да менде мысалы республикалық дарында істедім да. Бұл республикалық дарын деген ауданға, облысқа қарамайды. Бұл қазақ тілі мен әдебиеті, яғни республикалық мектептер жиналады. Мен ол жерде 3 айдан кейін бірінші зам директор болдым да, және ол жерде де мен мысалы баламен жұмыс істедім. 21 ғасыр көшбасшысына апардым, балаларды спорттан да жарысқа апардым. Менікі емес деп қарағам жоқ та, түнгі кезекшілікке де түскен күндері болды. Сондықтан бұл жерде бұны адам жақсы көрген нәрсесінде қиындық болмайды. Қиындық болса да артында демалысы болады. Өйткені мен бұл салаға
жүрегіммен кірдім да, және өзім сүйсініп келдім, және өзімді сүйреп емес та. Сондықтан ар жағында мұғалімдер тағы да бар да. Ал бағанағындай билік тараптан, басқа жақтардан қосымша бұларға кедергі болып отқан кезде қазірге білмеймін, бір үлкен өзгерістер белең алады деп ойламаймын. Әркім өз бақшасын арам шөптерден тазалау керек. Сол мектептегі директор мен завуч егер дұрыс болатын болса, дайте человеку работать деген сияқты мықты мамандарды өлтіріп алмау керек. Немесе мен көп жерде өзімнің шәкірттеріме айтамын, интернатқа барыңдар деймін да. Ол жерде сендерге көп ешкім кедергі, баланы ғана береді деп ше. Ондай енді мынау жеке мектептерге де көп талдау жасаймын. Жеке мектептерде енді олардың сапаға көбірек жұмыс жасайды, өйткені ата-ана қаржы береді ғой. Қаржы береді, сәйкесінше ол балаға результат нәтиже көрсетілген кезде ғана ол тағы да сенмен келесі жылы баласын тағы оқуға беруге жаңағы оқуға береді. Ол саған тағы қосымша қаржы. Яғни бұл қосымша қаржыны алу үшін олар алған мұғалімдерін максимально балаға дұрыс білім беруге, сапалы білім беруге, одан нәтиже шығаруға арнайды да, жаңағы қосымша жұмыстар көп бермейді. Өйткені оны көп білеміз жеке мектептерде, өйткені ол мұғалімдердегі бірінші маңыздылық бала болып тұрады. Ал государственный жаңағы өзіміздің мемлекеттік мектептерде әлі күнге дейін енді қазір белгілі бір деңгейде қағазбастылық деген нәрселерді жойып жатыр ғой. Баяғыдай аса көп емес. Ол жақтарын жетілдіріп жатыр. Қолдан келгенше енді кейбір қағаз құжаттар бар, оны мұғалім міндетті түрде істеу керек деген секілді. Енді көп дамыған елдерде мұғалімнің қасында оны атқаратын мұғалімнің ассистенті, көмекшісі болады да. Олар мұғалімнің енді жаңағы сол жұмыстарын сол атқарады былайша айтқанда. Ал мұғалім таза өзінің жаңағы алдына келген 20-25 баласына білім береді. Яғни бұл жердегі бірінші қиындық, яғни мектеп әкімшілігінің қосымша жұмыстарға мұғалімдерді жүктеуі. Ол бір қиындық деп алайық. Екінші, енді осы мектеп әкімшілігі мұғалімнің жұмысын жетілдіруге, оның жұмысына кедергі келтірмеу үшін оларды қалай дамыту керек, қалай оқыту керек, ол кісілерді білім алу керек қой. Өйткені сіз өзіңіз қазір болашақ бағдарламасы бойынша білім алып жатсыз. Біздің жаңағы неміз бойынша сіз білім беру менеджменті жаңағы мамандығында білім алсыз. Бұл дегеніміз, яғни мектептің жалпы университет болсын, мектеп болсын, балабақша болсын, сол жерлердегі былайша айтқанда әкімшілік жұмыстарды жетілдіру болып тұр ғой. Бізде осы қаншалықты қазір орнықты, қаншалықты мектеп әкімшілігі мұғалімдердің жұмысына кедергі келтірмей, керісінше оларға көмектесіп жатыр. Яғни бұл жерде мына нәрсені қарастыруымыз керек болып тұр. Мектеп әкімшілігі мұғалімнің жұмысына қаншалықты кедергі келтіріп жатыр? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, немесе мектеп әкімшілігі мұғалімнің жұмысын қаншалықты жетілдіріп жатыр? Яғни оның мақсаты не мектеп әкімшілігінің? Мұғалімнің жұмысына кедергі келтіру ма, әлде оның жұмысын жетілдіру, дамыту ма? Осы екі сұрақты ажыратып алу керек та. Өйткені көптеген біз мұғалімдерден алатын болсақ, мектеп әкімшілігі жаңа қосымша жұмыстар береді, жаңа сайлауы бар, басқасы бар, әкімшілік жұмыстары бар деген секілді. Ол меніңше оның негізгі жұмысы ғой әкімшіліктің. Бірақ оны мұғалімдерге тастап жіберетін моменттер болады да. Осы екеуін ала шешеміз. Бір фактор, яғни мектеп әкімшілігі өзінің жұмысын орындау үшін, мұғалімнің жұмысын жетілдіру үшін қандай білім алу керек әкімшілік? Қазір енді оған арнайы оқытылып жатқан директорлер, завучтардың білімдер оқытып жатыр да, бірақ оның қаншалықты жаңағы эффекті дейді ғой, эффекті беріп жатқанын, қаншалықты нәтиже алып келіп жатқанын біз білмейміз әзірге, өлшей де алмаймыз оны. Осыған сіздің ойыңыз, пікіріңіз? Жақсы, енді менеджментке келсек, енді ол 19 ғасырдың аяғы бір белең алды, бір алғашқы мысалы Американың инженерлері мысалы бір менеджмент деген сөзге қатысты әдемі түсініктемелер береді дегендей. Басқару өнері, адамдармен қарым-қатынас деген секілді. Мына нәрсені соңғы уақыттарда кейбір мектептерде, мысалы біз жекеменшік мектептерден бөлек, мемлекеттік мектептерден біразында өз қаржысын өзі игеретін қалыптасты. Өздері игеру керек. Уақыттың ағымында мемлекет солай жасайды да. Яғни мектептерге өз қаржысы беріледі. Өзінің қаржысы болады, соны өздері игереді. Яғни соңғы уақыттарда мысалы сыртта қалай жасалып жатыр? Олар көп жағдайда жанталас бала үшін мектептер өз үшін жұмыс істейді ол кезде. Бұл жерде сол мектептің жеке бренді маңызды болады екен. Менеджерлер сыртта қалай жұмыс жасайды дегенде, жеке брендіне
өздігіне, мысалы енді сіз скатпен шыққыңыз келе ма, жоқ Эйр Астанамен ба деген сияқты ғой. Жеке бренд мектеп жасалынады, ол ішіндегі маманымен болады ғой, әрине. Сосын методикасымен деген секілді. Екіншісі, сол жердегі материалдық жағдай бәрібір шешеді. Қажеттілік, бағана өзіміз айтқандай. Үшіншісі, ол негізі алғашқы орынға түседі, бірақ үштіктің ішіндегісі мына дүние бар да. Маманның өсуі, карьерный рост, сосын рухани өсуі, яғни біліммен өсуі. Ол нәрсе әрдайым қайталанбаса, алдыңғы екеуі жұмыс істемей қала береді да. Бізде осы нәрсе кішкене мұғалім қай кезде яғни өзінің дамуын тоқтатады, өздігінен бұл бірақ қайта қинау емес. Сол кезде ол ойлауын тоқтататын дүние болып тұр. Сондықтан осы бір нәрсе қойылған екен. Ал бізде бағана өзіңіз айтқандай жекеменшік мектептер, сапасы сын көтермейтіндер де бар. Оның кейбіреулер өзіңіз айтқандай балаға жұмыс істейтіндер бар. Бірақ көпшілігі, мен өткен 2022-де жекеменшік мектептің директоры болдым. Ата-анаға қарай фокусты қоятындар бар да. Ата-ананың көңілі үшін кейбір кезде мұғалімді жығып бере салатындар да. Өйткені бұл этикетке жатпайды да. Ол жерде негізі мұғалімін қорғап қалу керек та, қандай жағдай болмасын. Бұл жерде енді әділдік жағынан қарауға дұрыс шығар. Әділдік деген үстемдік құратын болса, негізі шынымен де, яғни бұл екі жаққа қарай ауысып кету емес. Нақты тура биде туған жоқ, туғанды берді иман жоқ деген секілді. Біз сол нәрсені қоя алатын мектептер болса, оған әрине. Ал бірақ көп жағдайда біз жекеменшік мектептер мына нәрсеге кетіп қалды да, жалқау ата-аналардың услугасын полный қамтамасыз етеміз ба деген сияқты, соларға қашан ұнаймын деп, әркімнің бағамын деп, қасқабағын деп, балам қабақ шытса да жасқанамын деп, бәзбіреулер сәлемді алмай кетсе екі иығым салбырап пәс қаламын деп қойды Мұқағали. Сол секілді жекеменшік мектептерге осы бір нәрсе кішкене жетпей тұр, табандылық және дұрыс балаға қарай бағытталып әлемдік ареналарға өздері қаржысымен апарып жатқандары да бар. Олардың бәріне топырақ шашпаймыз. Бірақ кішкене бәрібір де андай нәрсе бар да. Бәрібір де андай нәрсе бар ғой, ол жақта ата-ана жаққа да болса да, белгілі бір деңгейде бәрібір де мұғалімге бір еркіндік бар. Өздерінің еркіндігін беріледі. Ол мүмкіндігінше жаңағы балаға уақыт бөледі. Енді барлық жеке мектептерді айта алмаймыз, оны бір үштік одақ, енді жалпы бала ата-ана кейсін аламыз ғой. Яғни ғалымдардың үштік одақ деп қойды, Макаренкелердің мысалы бала ата-ана, былайша айтқанда ол мектептің айналасы, бұл бәрібір қалады. Сондықтан біз бағанағы сұрағымыз сол мектеп әкімшілігі қалай мұғалімнің жұмысын жетілдіру керек. Ол жаңағы балаға толық уақытын бөліп білім беру үшін. Белгілі дәрежеде бұл енді мұғалімге бізде қосымша іс-шаралар бар ғой негізі. Соны білімге қарай іс-шараларға ғана қатыстырса да, қағазбастылықты жарайды жеңілдеп келетір деген кезде де. Қазір енді цифровизация дамып жатыр. Сабақ беріп көп жағдайда, өйткені мектептердің түгелін қамти алмаймыз ғой. Сондықтан акцияларға кіргізіп жатады, бірақ балаларда акцияларға кіргеннен бастап настрой бір концертный нәрсе көруге келеді да мына. Сосын мен бір өлкеге бардым да, осы жақында ғана осы 31-ші қаңтар күні бір ауданда не өткіздік. Әдейі аты жөнін айтпай отырмын, өйткені ренжіп қалмасын, болмаса басқа да бір мәселе болмасын. Сонда сол өлкенің жастарын 21-ші ғасыр көшбасшысы секілді IQ жарыстырдық та негізі. Бұның ерекшелігі не деген кезде сол өлкеге қатысты сұрақтар қойылды да, әсіресе сол өлкеден шыққан тұлғалар, көрікті мекендер, сол өлкеге қатысты пайдалы қазбалар болуы мүмкін. Сонда кейбір балалар, мықты балалардың өзі тосылып қалып жатқаны, біз бұндай шараға бірінші рет қатыстық дейді. 11-ші бітіретіндері де бар да. Сондықтан мектептегі шаралар көбіне сол білім бәйгесіне, кешегі Ахметтердің мақаласында соған бағытталса екен дейсіз да. Ал қалғандарынша дегенде қалған ұйымдастырушылар бар, тәрбие завучтары бар, мүмкін соны алар деген секілді. Сондықтан жас маман ретінде өздері, мысалы жас мамандар, осыған мен мүмкіндігім бар еді, кітап оқу деген клубта жүредім деген сияқты. Бас сүйектері қаңқайғысы деп қойды ғой Европада 1938 жылдары адамдар өзін сайлайды да, яғни мен ауыл шаруашылығы министрі боламын. Сіз мысалы былайша айтқанда мәдениет, сіз білім деген секілді. Және бағана Қонаевтың Ыбырай Жақайппен сөйлескен секілді диқаншылыққа барып, былайша айтқанда аяғына етік киіп, сол егіндіктің басына барған секілді бағанағы ауыл шаруашылығы министрі болатын. Университеттегі активистерге де былайша айтқанда құрақты құлақтарына алтын сырға ғой. Өйткені жай ғана концерт өткізбеу емес, солар өзін сондайға арнап, соның күн тәртібін ректор болса, немесе министрдің бір күні деген секілді сондай жоспарлар жүретін болғанда, иә. Және содан шыққан бала мектепке барған кезде сондай отзывпен жібереміз да, мысалы, отзывпен ректордың мінездемесі, өзінің бағанағы адвайзерінің кураторы, мына бала осындай қабілеттерге ие, өзінің саласынан бөлек. Сонда
басқа жұмысқараға салынбайтын болады да балада. Әу бастан біз осы нәрсені істеп көрдік та, дәл қазір процесте. Мүмкін университеттің басшылықтары осы нәрсені қолға алса болатын секілді. Енді бұл жаңа мектеп әкімшілігін қозғап жатқандағы негізгі себебіміз бағанағы мұғалімдердің жұмысына негізі жетілдіру болып тұр ғой, олардың негізгі мақсаты. Дайын келеді, не істей алады. Және ол басқалар істей алмайтын бір үлкен нәрсемен келеді да. Иә, осы жерден тағы мынандай сұрақ туындайды да. Мектеп әкімшілігі де қазір енді ол кісілерге де арналған дамуға байланысты әртүрлі курстар болып жатыр. Енді директорларды да қазір енді бір жерде жаңағы 4 жыл ғана отыру қазір, иә, соңғы заң бойынша ұмытпасам, ауыстырып отырады 4 жыл сайын, немесе қайта сол жерге сайланып отырады, иә. Бірақ ол жерде жаңағы орынбасарлар бар, 15 жылдан бері, 20 жылдан бері, 25 жылдан бері сол мектепте жұмыс істеп келіп жатқан, негізгі жаңағы операциялық жұмыстарды сол кісілер көп істейді. Тәрбие орынбасары болады, ол жерде оқу орынбасары болады. Ол кісілер енді көбірек қазір негізгі басымдықты мектепте енді сырттан қарайтын болсақ, мектеп өзінің рейтингін қалай көрсетеді? Ол ұбт бір көрсеткіш, бірақ енді ұбт-ны да қазір мектептің жауапкершілігіне көп алып тастады. Кезінде болған, егер мектептің жаңағы мектепте бір оқушы екілік алса, ұмытпасам осы 2014-2015-ке дейін директоры орын босатады деген секілді заң шыққан болатын. Кейін оны алып тастады, ұбт-ны мектептен алып тастады. Мектептің жауапкершілігі белгілі бір деңгейде бар, бірақ толық алып тастады. Бір көрсеткіш еді. Одан кейін екінші көрсеткіш олимпиадалық жетістіктер деген. Жаңағы аудандық жетістіктерден, одан кейін облыстық, республикалық жетістіктеріне қарап сол мектепті біз бағалаймыз. Енді осы жерде мынандай нәрсе шығады. Егер мектеп әкімшілігі өзінің мектебінің рейтингін олимпиада, ғылыми жоба, жаңағы әртүрлі байқауларға қатысты өлшейтін болса, одан кейін барып жаңа ұбт-ның көрсеткішіне қатысты өлшейтін болса, онда олардың бір 2% немесе ең көп дегенде 5% ғана оқушылармен жұмыс жасайды. Тек үздіктермен, я сыныпта 25 бала бар десек, соның ішіндегі жақсы оқитын 5 баламен ғана, яғни қабілеті бар 5 баламен ғана жұмыс жасайды. Қалған 20 бала қалып кетеді. Оларға шанс жоқ. Оларда ешқандай мотивация да жоқ, құлшыныс та жоқ. Өйткені ол олимпиада егер емес, ол ғылыми жобаға қатыспайды, ол әйтеуір мектептегі майда-шүйде іс-шараларға белгілі бір деңгейде қатысады. Яғни біз бүкіл мектептердің рейтингісін тек осы 5% оқушыға ғана бағыттап жатырмыз. Қалған негізгі 95% бала, бір мектепте 100 бала десек, 95 бала қайда кетіп жатыр. Яғни оларды енді ұбт-ға дайындап болып жатыр, бірақ белгілі бір деңгейін мектеп жаңа өзінің рейтингін түсіріп алмас үшін 9 сыныптан бастап оларды колледжге жіберіп бастайды. Мектеп әкімшілігі, завучтар, орынбасарлар, ойбай, мынандай колледж бар екен, ата-анасын шақырып алып сөйлессем баланы, мына колледжге барса, ойбай, сұмдық маман иесі болып кетеді, гранты бар екен, стипендиясы бар екен деп, ата-ана мен баланы солай қарай бұрып жүреді. Мүмкін ол бала болашақ университетке түссе, одан да үлкен бір мүмкіндік бар шығар, мүмкіндігін бір орта жолдан қиып жататын момент болады. Одан кейін жаңағы ұбт-ға іріктеп жақсыларын жіберіп жатады. Енді көпшілік жерде осындай. Енді бірақ бұл бағанағы келген нәрседе сонда мұғалімдер айналып келген кезде сол 5% баламен жұмыс жасап тұр. Өйткені әкімшіліктің мектеп әкімшілігінің сұранысы солай болып тұр. Облыстың сұранысы сондай болып тұр. Облыста өзінің білім деңгейін сол арқылы көрсетеді. Одан кейін жаңағы күнделікті қоятын бағалары бойынша белгілі бір деңгейде өлшейді. Оның өзі бірақ енді формаль деп ойлаймын көп жағдайда. Енді мұғалімнің қойған бағасы. Бұл жерде қойғым келген сұрақ мына нәрсе. Біз білім саласын дамытамыз десек, ұстаздардың жаңағы бұл ұстаздық жол миссия деп қарастыратын болсақ, онда барлық оқушыға бірдей білім беру. Біз осыны ұстаз деп айта аламыз ғой. Барлық оқушыға бірдей білім беру, бірдей көзқараста қарау, оны әлеуметтік жағдайына қарамай, оның жаңағы туысқандығына қарамай, оның ата-анасының жаңағы қоғамдағы статусына қарамай, байдың баласы немесе әкімнің баласы немесе бір базардың бастығының баласы деп қарамай, барлық балаға бірдей білім беру үшін барлық баланың көзқарасына мектеп әкімшілігі мұғалімге қалай көмектесу керек? Қалай өлшейміз осы нәрсені? Қалай жаңағы қосымша жұмыстарын алып тастады делік. Қағазбастылықты қазір мысалы цифровой нәрсе көп дамып кетті қазір. Ол нәрсемен белгілі бір деңгейде азайып жатыр. Баяғыдай көп құжат жоқ. Белгілі бір деңгейде жыл сайын ол азаяды деп ойлаймын тағы да. Ары қарайғы келесі қадам қандай? Мектеп әкімшілігі, одан кейін жаңағы ата-анаға қатысты осы екі нәрсені
қалай біз түзете аламыз? Сіздің кеңесіңіз, ұсынысыңыз, пікіріңіз? Жақсы. Білім беру дедік қой. Енді Әл-Фараби бабамыздың сөзіміз бәріміз білеміз. Ол бірінші алдыда тәрбие жетекші екенін айтады. Иә, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы дейді. Жүсіпбек атамыздың да былайша айтқанда тәрбиеге жетекші деген сияқты небір оқу құралдары бар, бірақ бәрібір де егер маған салатын болса, тәрбие министрлігі болған қалушы едім де бірінші кезекте. Бөлек. Иә. Мектептің ішінде ме, жалпы Министрлікте мемлекетте ме? кәдімгі мемлекетте. Тек тәрбиемен айналысады. Министрлік тәрбие. Өйткені бұл тәрбие жақсылықты өсіре алмай жатырмыз да біз мемлекетте көп жағдайда. Неге? Өйткені бәрін IQ-мен айналысып кеттік та. Академиялық Жүрек біліммен. қалып қойды деген сияқты ғой. Сондықтан зона комфортаға бағана завучтардың нелері бірнеше жыл сол жерде жүруі да. Бірнеше жыл емес, 10-15 жыл. Ғұмырын да негізі сол жерге арнап жүргендер де бар. Сондықтан біз бұл жерде не істесек болады, не істей аламыз деген кезде тәрбиемен айналысатын министрлік болмағаннан кейін көп жағдайда бір-біріне сырулар көп болып жатыр, қателіктер. Бірақ мынаны да түсінуіміз керек. Өткен жолы бір конференцияда болдым. Бір бала аудандық конференция болып жатыр. Сол жерде енді талқылауға ар жағында сол өлкенің бір баласы Астанаға кетіп қалған ғой. Жолай оқушы. Сол түрлі талдаулар, кінәлаулар болып жатыр. Сол кезде сол өлкенің бір есті бір кісісінің сөзі ұнады да. Мұғалімдерге келіп бәрін лақтыра берді ғой таяқтың, бірақ мұғалімдер де адам ғой деп жатыр да. Ол да халықтың ішінде баласы ғой деп, біз тек бөлініп алдық қой деп. Сол секілді бұл жерде мұғалімдерге қалай көмектесеміз деген кезде бәрібір ол бір нәрсе тез дамитын жағы балық басынан шіритін секілді жоғары жақтан реттелінеді, бірақ құйрығынан бастап тазаланады десек те бәрі оған закон қуаты керек екен. Біз оқушыларды оқытып жатырмыз қазір балық тазалағандай. Бірақ жоғары жақтан болса тезірек және масштабны болатын еді. Әйтпесе сіз бен біз өстіп жүргенде әркім әр жерде мысалы дамытсақ екен деген уайымымыз бар да. Не уайымдарды тоғыстыру керек. Сондықтан мектепке мұғалімге қалай көмектесеміз деген кезде белгілі дәрежеде көмектер де жасалып жатыр ғой, негізі жоқ емес. Иә. Бірақ бағана біз мемлекеттің жасап жатқан жұмысын, жалпы қазір мектептердегі мектеп әкімшілігін жасап жатқан жұмыстарын жоққа шығармаймыз. Біздің айтқымыз келген нәрсе келесі қадам қандай? Тағы жетілдіру үшін. Өйткені бұл заман тез дамып жатыр, технология тез дамып жатыр. Қазір университетте көп оқытылатын мамандықтар тез өзгеріп жатыр. Соған сәйкес әр сала, білім саласын алатын болсақ та, қай саланы алатын болсақ та, әр сала өзінің деңгейінде дамуда болу керек. Біздің мақсатымыз қазіргі кедергілерді қалай азайтамыз, мұғалімнің кедергісін. Оны жаңа мектеп әкімшілігі қалай көмектеседі ол нәрсеге. Өйткені сол кісілер ғой негізгі иесі. Мысалы кәсіпте егер қызметкерге еңбекақы берілмесе, кім кінәлі? Оның директоры, яғни кәсіптің басшысы кінәлі. Соның жауапкершілігінде. Сол сияқты енді еңбекақыны директордың жауапкершілігінде емес, өйткені еңбекақы мемлекеттен түсіп жатыр. Облыстың қаржысынан мұғалім, яғни директор мұғалімге қалай қаржы берем деп мен ауыртпайды ол жағымен. Ол қалай мұғалімге көмектесем. Яғни осы өзінің 25 баласына 45 минут уақытын тиімді, сапалы, бағанағыдай айтқандай 5% ғана оқушымен емес, 100% барлық оқушымен, оның әлеуметтік жағдайына қарамай, оның жаңағы ата-анасының қандай екеніне қарамай, ол оқушыны жек көретін немесе жақсы көретіндігіне қарамай, қалай бірдей білім беру үшін мектеп әкімшілігі қалай көмектесу керек? Енді біз осы министрлердің арасында ауысуында уақытша бір осы Назарбаев мектептерінің яғни төрайымы дейміз ба, Күләш Ноғатайқызы келген кезінде бір әдемі бір нәрсе ұнады да, сынып жетекшілерге арнайы көңіл бөлу. Өйткені олардың жалақысы да төмен, сынып жетекшілікке алатын. Бір 10 мың теңге болса. 10 мың теңгені айналасы. Сосын сол психологияны да бір өміршең қылып үйрету деді, осы екеуін қолға алсақ деді, оқытуда. Өйткені сынып жетекшілерге сол қосымша бізде пәндік оқытулар бойынша курстар көбірек. Академиялық білімге арналған. Әдіс тәсілдер методикаға байланысты. Сосын сынып жетекшінің бағанағы баламен жұмыс істеу, өз-өзін жетілдіруге, мұғалімнің өйткені көп жағдайда жетілдіруге арналған, өздігінен жетілуге, сосын ата-анамен жұмыс істеуге. Мүмкін андай бір коуч деп қоямыз ғой қазір, ол бір жауыр сөз болған сияқты, бірақ Эриксонның коуч мектептерінде бар да, мысалы әсіресе қылмыскерлермен қалай жұмыс істеу. Сол секілді сөйлемейтін балалармен, былайша айтқанда ерекше балалар сөйлемейтін болғанда, қылмыскер деп айтқан себебім андай тәртіп кейбір қылықтар көрсетеді ғой, бұзық қылықтар. Бірдеңені бүлдіріп үндемей жүретін секілді, сондай балалармен қалай жұмыс істеу керек деген секілді, сол әдіс тәсілдерді игеретін кішкене біліммен көмектесе аламыз. Өйткені әлемді өзі революциясыз жолмен дамытудың бірден бір жолы бір білім деп қояды. Нелсон Манделаның осы сөзін айтты. Сондықтан біз
қосымша осы сыныбшілерді көтеру керек шығар, қаржысымен де біліммен де. Оларды яғни олар пән бойынша сабақ берген дұрыс па, әлде мүлде алып тастауымыз керек па? Олар тек сынып жетекші болып қалу керек па? Пән бойынша жүреді ол өздігінен, өйткені ол басқа салада ғой негізі. Мысалы үлкен техникада, машина жасау заводында болсын, директор компанияның президенті тап-таза офисте отыруы мүмкін да. Бірақ ол біздің саланың қадірлілігі де сол. Директор қай жерде болмаса, ректор қай жерде десеңіз, егер шынайы болса, ол бор немесе былайша айтқанда маркердің досканың алдында тұрып сабақ беріп жатады да. Сондықтан ол ешқашан үзілмейді деп ойлаймын. Ол сонысымен құнды да біздің сала. Ал бірақ қосымша бағанағы әдіс тәсілдерді игертсе, сынып жетекшіге, сосын соңғы уақытта заманымен қаруланған, яғни АКТ дағдылары жеңілдетті ғой адамның өмірін. Соны игертіп, соны доступный қылып беретін болса, біздің қазақ әсіресе көп нәрседе жақсылықты тез игереді. Сондықтан ауылдан мықты қара көздерді де шығаруға болады. Ыбырайдың өзі кеше бұл балалар хатында жазады ғой өзінің досына, аш қасқырдай екен деп ше. Сондықтан ауылда әлі талай игерілмеген пайдалы қазбалар, әлгі бұлақ көрсең көзін аш дейтін балалар бар. Енді яғни біз мектеп әкімшілігі бұл жақтан, яғни қосымша оларда білім алу керек, оларды дамуда болу керек, сынып жетекшілерді де біз дамытуымыз керек деген сіз көзқараста, содан кейін барып мектеп дамиды деп айта аламыз. Так, енді келесі сұрақ. Енді үшінші, бұл жаңағы енді бір тарап мұғалімнің жұмысына жетілдіруге арналған бұл мектеп әкімшілігі болса, екінші тарап бұл енді ата-ана. Ата-ана мұғалімнің жұмысына қаншалықты кедергі келтіріп жатыр? Ата-аналар, жалпы ата-аналар, бәрі деп айтпекші, кейбір ата-аналарымыз бар, кедергі келтіріп жатыр. Хабарласып, мұғалім жұмысына неге мен балама 2 қойдың? Яғни кейбір ата-аналарға ол баға маңызды. Себебі сол қойылған бағасы арқылы менің балам 5 алды, 5-ке шықты, отличник болды деп бір жапырақ жылдың соңындағы алғыс хатқа мәз болып, соны туыстарымен бөлісіп, былайша айтқанда бір атақ жинау мақсатында өзінің баласының әрқашан 5 алып жүрген қалағысы келеді. Бірақ мысалы мектепте орташа есеппен енді бүкіл сыныптарды алатын болсақ, 10 пән деп алатын болсақ, 10 пәннің барлығын бала 5-ке оқу мүмкін емес. Енді 5 баға болмаса да, оның барлығын 100% оқу мүмкін емес. Өзіміз университетте де болған кезде 6 пәннің өзіне шиқылдап кететін тұғымыз. Сол сияқты, яғни ата-ана приоритетті бағаға қойып жатады да. Баласы мысалы 2-3 алып қалса, бірден жаңағы мұғалімге хабарласып, сен неге мен балама 2 қоясың, неге 3 қоясың? Ол білімді еді, ол ақылды еді. Егер мұғалім өз жағынан оны дәлелдеп жатады, сіздің балаңыз осы күн осы тапсырманы дұрыс орындамады, үй жұмысын жасамай келді, десе, ата-ана тағы шығып жатады шағымданып, сен дұрыс бермедің, дұрыс түсіндірмедің деген секілді. Яғни ортада қысылып қалып жатқандар мұғалім болып жатыр да. Мектеп әкімшілігі де бала жаңағы ата-ана келіп хайбай шығарып жатса, мұғалімді кінәлайды, мына жақтан ата-ана да келіп мұғалімді кінәлайды, мына жақтан жаңа әкімшілік айналысатын кісілер де мұғалімді кінәлайды. Одан бөлек мұғалімдер бір өзінің жаздық 2 айлық демалысын алып, бір шетелге барып, саяхаттап, демалып, жүріп оны салып жатса, немесе белгілі бір жерлерде тойға барып, билеп жатса, ән айтып жатса, оны келеміз бүкіл қоғам болып, бұл мұғалім не істеп жүр, не ағып жүр, ана комментарийлер нешеуіп жүр, бұны жұмыстан шығарып жүріп деген нәрселер болды. Қай бір жылы болды Түркияда, Түркияға барып, қай жаққа барып, 1-2 мұғалім бір жаңағы клубқа барып, сол әлеуметтік желіде тарап, ол 2 кісі жұмыстан шығып кетті. Бірақ енді біз оны дұрыс деп айтып жатқан жоқпыз. Яғни мұғалімге қысым көп та айналады. Енді жаңағыдай оның жұмысын өзін адуший жасауға, өзін әрқашан дамытуға қысым көп. Бірақ қоғам талапты өте көп қойып жатырмыз да. Енді жаңағы мектеп әкімшілігін айттық. Яғни олар өздері даму керек, сол арқылы мұғалім жұмысын жетілдіреміз дедік. Енді ата-аналар не істеу керек мұғалім жұмысын жетілдіру үшін? Осы бағдарламамыз мүмкін кейбір ата-аналар көріп отырып, 100 ата-ана көріп, соның ішіндегі 10, мынау істеп жатқан нәрсем қате екен ғой, мұғалімге былай көмектесейінші деп өзгерсе, біз бір нәтижемізге жеттік деп ойлаймыз. Сізде сұрақтардың бәрі өзі қос-қостан болып жатыр ғой, негізі бірден қойылған. Жоқ, астымен түсіп отырық қой. Жақсы. Ортада мұғалім болып тұр қазір бізде. Оның ішінде оқушы болып тұр, негізгі нәрсе. Жүрегімнің түбіне терең бойла деп абай атамыз айтады ғой. Соқпалы жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма деген секілді. Мұғалімден жер көкке сыйдырмай жатқандар да бар. Бағанағы
сыртқа шығып демалғаны бар, суға түскен кезде киіміне қатысты сөйленгені бар, тіпті челлендж болып кетті. Оны біз егер миссия деп алсақ, мұғалім, онда соған сәйкес бәріміз көмектесуіміз керек. Жолыңа сәйкес жүр деген нәрсе тоқтатады да. Әйтпесе әркім қазір ақсақал айтты ғой, мен по-моему дегеннен гөрі өзің емес жолыңа сәйкес киін дейді да. Жолыңа сәйкес өмір сүр дейді да. Әйтпесе мен қазір әркім былайша айтқанда каждый по-своему с ума сходит болып қоятын болса, бұл дұрыс емес. Өйткені сол бұл салаға ақша іздегендер емес, бұл салаға адам шығарам дегендер келеді да негізі. Бұл сондықтан әлі де ойлану керек секілді да. Енді бұл жерде ата-анаға қатысты айтып отырмыз ғой. Ата-ана тарапынан өте қысым көп, оны мойындауымыз керек. Тіпті бас артық кәдімгідей. Сол ата-анадан, кейбір ата-анадан осыдан бір айқай естіп қалмайыншы деген ниет, жаңағы мақсатта кейбір мұғалімдер бағаны әйтеуір соған көтермелеп қойып жүреді да. Зардап соңында ана баланы біз бәріміз алдап отырмыз қоғам болып. Ол 5 алып жүр, өзі ойлайды, ол мен 5 алып жүрмін, мен мықты оқитын оқушы екенмін дейді да, бірақ шын өмірге келген кезде, университетке барған кезде оны ешкім басынан сипамайды. Ертең бір жерге жұмысқа тұрған кезде ешкім оны басынан сипамайды. Жақсы. Бұл жерде кішкене мына нәрсені айтқым келеді, балапанды күзде сана деген сияқты алғашқы 90-дар барлау 90-ы да негізі. Келесі мұғаліммен алысудың да қажеті жоқ. Кейбір жас мамандар енді еңбек жолын бастап жатыр. Жас мамандарды керісінше қашырып аламыз да, сондықтан. Сол ата-ананың давкасы келіп, жас мамандарды бірден жұмыстан 2 жылдың көлемінде лақтырып жүріп жатыр. Сол ата-ана негізі әу бастан негізі менің баламның артықшылығы мынандай еді, ерекшелігі мынандай еді, кемшілігі мынандай еді деп басынан бастап бірге көмекші ретінде ниетпен келетін болса, онда басқа әңгіме еді да. Біз 90-ның соңында келіп алып тоқылдап жатқаны, мысалы былайша айтқанда дүрсе қойып жатқаны бұл кішкене ершілеу, дұрыс емес. Өйткені Абай атамыздың бір сөз не келеді, ары қарай соны бір алсақ, адамнан қорық дейді ғой, Алладан қорық дейді да. Біз адамнан қорқып кеттік қой қазір, шыны керек ше. Алладан қорық, пендеден ұял, балаң адам болсын десең, оқыт, мал аяма деп жатады ғой. Сондықтан баласы адам болу үшін барда мұғалімді аяма деп жатқан жоқ, малыңды аяма деп жатыр да. Осы жолда балаңды сен дамыт, сен орта қалып келдің ғой. Ал қай ата-ана мектепке әңгіме айта алады? Егер ол мектептің проблемасына араласқан ата-ана бірден айтса болады да. Мына жерді түзейік деп ше. Бірге түзеткен кезде ғана да. Бәлки Японияның мектептерінде мысалы балалар өздері тазалықты әлі жүргізеді, мысалы, ата-аналар қалай көмектесе алады. Бәлки мүмкін біз ойлануымыз керек шақта Финляндияны айтып қаламыз, мысалы, дамыған елдер. Бірақ солардың ата-аналары қандай болдың ойлайықшы, мысалы, құрметті ата-ана да, мысалы, біз солардың мұғалімдерін айтамыз да, солардың балаларын айтамыз, бірақ солардың ата-аналары қандай екен дегенге бір сәт үңілмей жатырмыз да қазір. Бәрін негізі бір мұғалімге тіреп қойып жатырмыз да, бірақ бұл нәрсе жан-жақты ғой. Бұл тәрбие процесі бірге жүретін процесс қой. Бұл елдің болашағын бір көшті бірге сүйрейтініміз ғой. Бұл аққу шортан қамшаян емес. Мысалы баласына 24-те 7 соткасын беріп қояды да, бірақ неге білімі төмен деп мұғалімге жаңа шабуыл жасайтын, өзінің мұғалім оқушының өзінің баласының біліміне разы болмайтын ата-аналар көп. Мұғалімдер де негізі айтса болады, біз мектепте білімін жетілдіреміз, сосын дағдысын қалыптастырамыз десе ше. Орта қалыптастыруға келеді, бұл жерге әлеуметтенеді десе болды, қалғаны сіздікі десе де болады да, негізі егер жеме-жемге келетін болса. Бірақ біз кешегі ағартушыларды, ұлт ұстаздарының жолын ұстанғандықтан, тәрбиеміз өзегімізден ажырамағандықтан, салт-дәстүр ұстанған соң көп жағдайда біздің мұғалімдерде барынша оларға тырысып бағады. Тіпті тәрбие құрғақ берілу үшін, ол яғни бұл білім құрғақ берілу үшін тәрбиенің өзегінде жатыр деп Міржақыптар айтқан секілді, біз осы жолда барынша шыдап беріп жатырмыз. Бірақ бағанағы фильтрлерді ата-ана өзі қарап шықса болады, негізі сол мемлекеттерде ата-аналар қандай болды? Бір басқа жақта талап ету үшін, болмаса критикуш, предлагай деген нәрсе ғой, дұрыс нәрсе ұсынса, сол мектепке келіп, менің осындай ұсынысым бар. Мысалы, мен мектепке барған кезде ата-аналарға жаздыратында, сіз қалай көмектесе аласыз бізге? Мұғаліміне, мектепке, балаңызға деген сияқты анкеталар жүргізу керек сияқты да. Мысалы, баланың свот анализдері, әсіресе мұғалімдерге осы жерде бір не айтқым келеді. Мен балалардың келе салған кезде анықтамасын түгелін аламын да. Тіпті ол үйде кім болғысы келеді? Егер әкесі болса, не істеймін? Анасы болса не істеймін деген сияқты анкеталарды әдейі жүргізіп, бұл баланың үйіндегі жан айқайын. Мектепте не өзгерткісі келетінін де сұраймын да. Мектептегі осығанға дейін, мағанға дейін, яғни ол мектепте ол қалай қиналып жүр, оны да білгім келеді да. Тіпті кейбір балалармен біз сол ауылдың әкіміне хат жазамыз да. Яғни ауылда не өзгерткім келеді деген секілді. Бұл бір мини завод секілді қоғамның бөлшегі ғой. Біз ұбт-ға емес,
өмір сол жерде қайнап жатқанын түсіну үшін балалардың әлемінен, яғни еститін үкімет деген секілді еститін мұғалім болып бүкіл фактілерді көп жағдайда аламын да, сосын әлгі Сухомлинскийдің балаға жүрек жылуындағы сияқты Аняның не үшін терезеге қағып отқанын да білемін да, неге өйткені оның әкесі түнімен арақ ішті деген секілді, сол үшін ол алаң болып отыр деген сияқты. Біз баланың тек қана терезеге қарама, бері қара емес, арғы әлемде не болып жатқанын білген мұғалім болсам мен егер, маған ол ата-ана келіп басын алмайды. Бұл жерде көп жағдайда қалай болады? Білімсіздік болып жатады. Мысалы, мұғалімнің өз саласын білмеуіне. Екінші жағдайда баланың әлемінен бейхабар екеуі де. Сондықтан бұл жерде баланың әлемінен бейхабар, бірақ баланың болғысы келетін мамандығы, еліктейтін адамы басқа болып тұр да. Ал бала негізі өзіне ұнаған адамнан үйренетіні бар ғой. Сондықтан ата-анамен көбіне диалог жүргіземін және шаршамаймын. Мысалы, мынандай нәрсені қойғызамын. Мысалы, заучтардың өзіне бір күнде белгіле деймін да. Мысалы, сағат бейсенбі күні 14:00-ден 16:00-ге дейін, 18:00-ге немесе 10-нан 12-ге дейін ата-аналарды қабылдаймын деп жазыңыз деймін да. Сөйтсем мен күнде осындамын ғой дейді да. Жоқ, бір күні сіз бір баланың мәселесімен жүресіз басқа жақта. Бір күні акиматқа қатысты, бір күні мысалы білім бөліміне қатысты мәселе жүр, бірақ дәл сол кезде ғана ата-анаға арнашы бір күнде деймін да. Толық бір күнде. Сонда сіздің де сыртыңыздан сөз айтпайтын болады да негізі. Және сіз де әрдайым сол күні фокус не істейсіз? Таза ата-анамен жұмыс. Сондықтан бұл кейбір жерлерде ата-ананы алып тастаған, бұл біздің функциямызға кірмейді деген жерлер бар да. Сол секілді кейбір қазір ғалымдар да айтып жатыр да, бала ата-ана өзінікін алсын, ұбт-ны да қолына алсын деп жатыр. Бірақ біз сонда да көп векторлы саясат ұстанған мемлекет болғаннан кейін және мұғалімдіктерімізде ар жағында жанашып тұрады да. Қазақтың қай кезі әлгі қызға 40 үйден тыйым, қала берсе есіктегі күннен тыйым деген секілді мұғалім көп нәрсеге атсалысып жатыр. Бірақ мен мұғалімдерге қалаймын бағанағындай өзі үшін ата-аналар туралы мәліметтер алып, ата-аналармен диалог, еркін диалог құру керек. Яғни бірінші қадамды мұғалім ата-анаға қарсы өзі бастау керек. Қарсы болғанда ата-анаға қатысты деймін, ата-анаға қатысты өзі бірінші қадам бастау керек. Соған сәйкес ата-аналар көмектесу керек. Бұны не үшін айтып жатырмыз? Біздің бағанағы о бастағы тақырыбымыз негізгі сұрақпен басталған. Ұстаздық бұл мамандық па әлде миссия ма дедік. Бұдан екі топ бар дедік. Біреулер бұны мамандық деп қабылдайды, біреулер миссия деп қабылдайды. Егер бұны миссия деп қабылдайтын болсақ, онда біз мүмкіндігінше мұғалімнің балаға тәрбие мен білім беруіне кедергі келтірмеуіміз керек. Бірінші кедергі келтірмеуіміз керек, одан кейін пайдамызды тигізуіміз керек. Бірақ осы дым пайдасын да тигізбейтін, керісінше кедергіні көп келтіретін ата-аналарда, мектеп әкімшілігі де бар. Біз осы енді ата-аналардың ішінде мынандай нәрсе де кездеседі, бағаға қатысты. Бір ата-аналар бар, хабарласып бағанағыдай ұрсатындай. Кейбір ата-аналар бар, керісінше мұғалімге мерекелерде сыйлығын беріп, жақсы гүлін беріп, жақсы қаржылай сыйлықтарын беріп, мен балама жақсы қарайсың ғой деген нәрсе бар. Осы тұста бұл енді жемқорлық деп атқызбайтын шығармыз, мұғалімге деген алғысы шығар. Дегенмен мұғалімдер оны енді бір алып қойған зат болғаннан кейін ана балаға көзқарасы салыстырмалы түрде жақсырақ болады, бірақ басқа балаға басқаша. Одан да ұғым қалыптасады. Сыйлық беретін ата-ананың балаларына жақсы көзқараспен қарап, оларға жақсы білім беру және сәйкесінше көтермелеп бағасын қою деген секілді. Ал мүлде сыйлық бермейтін ата-аналарға оның балаларына кішкене басқаша көзқараспен қарау деген секілді. Бұл жерде біздің айтқымыз келген нәрсе, ата-аналар мүмкіндігінше мұғалімге көмектесу керек негізінде. Көмек беру керек. Өйткені бұл екі ересек адам білім саласында мұғалім, ата-ана, оқушы деп алып отсақ, бұның ішіндегі ең ересегі бұл ата-ана мен мұғалім ғой. Одан кейінгі ересек мектеп әкімшілігі. Оны да бір мұғалім деп қарастыратын болсақ, онда осы екі ересек кісілер балаға дұрыс білім мен тәрбие беру үшін екеуі өте тығыз байланысты жұмыс істеу керек деп ойлаймыз. Және ата-ана бірінші ретте кедергі келтірмеу керек. Мысалы, қоғамдық көлікте, автобуста бірінші нелердің, автобустың ішіндегі адамдардың, яғни адамдардың негізгі бірінші функциясы айдап бара жатқан жүргізушіге кедергі келтірмеу. Сол сияқты мектептегі сыныптың ішіндегі жүргізушіні мұғалім деп қарастыратын болсақ, онда бірінші ата-ананың бірінші нәрсесі және мектеп әкімшілік нәрсесі бұл мұғалімге кедергі келтірмеу. Одан кейін бар пайданы тигізу болып тұрды. Айтқан сіздің ата-аналардан қосымша сұрақтар алу, әртүрлі баланы зерттеп алу деген нәрселеріңіз
жақсы кейс негізінде, соны ары қарай дамыту керек деп ойлаймын. Енді келесі, егер біз мұғалімге мектеп әкімшілігі кедергі келтірмей керісінше көмектессе, одан кейін ата-аналар мұғалімге кедергі келтірмей керісінше көмектесе, немесе көмектесе алмаса кедергі келтірмесе, және баланың біліміне, тәрбиесіне бір назарын бұрса, ата-аналар қалай бұрғызамыз назарын. Яғни ата-аналар жиналыс деген бар. Ол 90-да бір, немесе кейбір мектептерде айына бір болып жатады. Кейбір жерлерде, может, қазір енді интернет дамыды, онлайн түрде аптасына бір өткізетіндер бар шығар. Енді ол кезінде бір официальный дейікші, официальный ата-аналар жиналыс деген мектеп бекітіп беретін мұғалімге. Бірақ ол меніңше қазір аз сияқты. Қазір мысалы мектептің ішінде, сыныптың ішінде проблема болып жатса, менің кезекті ата-аналар жиналысым 2 айдан кейін ғой, 2 айдан кейін шақырам деп отпайды ғой. Ол проблема қазір шешілу керек деген секілді. Осы тұрғыдан мұғалімдерге қандай кеңес бересіз? Осы мәселелерді қалай шешу керек? Ата-аналар қалай тарту керек мұғалімдер? Осының бір нақты қадамдарын айтып бересіз бе? Бір 3 қадамын. Бірінші бүйту керек, екінші сөйту керек, үшінші осылай істеу керек деген секілді. Одан кейін барып сөзден сіздің дауыс қатты шығады ғой. Мына нәрсе ғой, бағана мен арнайы күн қойдым. Және сол күні келетін ата-ана міндетті түрде. Келе алмайтын ата-анаға сол күнге байланысты тағы да хат жазып жіберуге тырысамыз. Барынша. Келе алмай жұмыс бабымен болғандарға жолығуға. Немесе тіпті менде болды мүмкіндік мұғалімдерімізді ата-аналарға мықты балалар болса біздің мектептен кетпесе екен, осылар шынымен де лайықты ғой жақсылыққа деген секілді. Оларға алғыс хат жіберетінбіз, үйіне апарып берші деп мұғалімдердің өзіне. Соны істедік шынымен. Және кейбір мектепке бара салғанымда маған хатшы мынандай не берді де, проблемный ата-аналардың тізімі деп берді. Сосын мен айтамын да, ерекше вниманиені талап ететін деп өзгертіп қояйық бас жағына деймін да. Өйткені ол проблема деген белгілі бір уақыт талап ететін ғана нәрсе. Сондықтан кейбір ата-аналардың балаларына қатысты, өздерінің жеке бастарына қатысты мәселелер бар шынымен де. Соларға осы балаңызды яғни жеткізу жолында, яғни білім мен тәрбие бағытында осы жолда көмектесуге шақырамын деген былайша айтқанда алғыс хат мәтінінде не жібердік та былайша айтқанда. Алғыс хат арнайы несімен үйіне қол қойып, сосын сонда ол өмірінде ондай нәрсе естіп көрмеген да, баласына алып көрмеген ондай нәрсені. Соны алып үйіне барған кезде ойланады да бұл ата-ана. Сөйтіп өзіміз ата-ананы мектепке шақыртуға тырыстық. Яғни WhatsApp-тан жаза салмай, звондая салмай. Ал бағана неше түрлі байбаламдарды салуға қатысты біз ата-аналар комитетін өзіміз таңдадық. Жеке-жеке. Неге? Өйткені баланы уайымдай алатын. Балғожа бидің кезегі ыбырайды қалай уайымдағаны да. Қарағым мұнда жүрсең не дер едің, қолыңа құр ұстап кетер едің деп оқуда артынан былайша айтқанда хатымен мотивация беріп отыр ғой, былайша айтқанда жігерлендіріп. Сол секілді бұл Құнанбайдың өзі Абайда барып 3 айдан кейін ұстазын ауыстырған секілді артынан ата-ана да уайымдау керек, тек қана баға сұрауға келіп емес та. Сондықтан біз қазіргі әлеуметтік желі болса, соған чатқа бір не ереже қоятынбыз да. Бұл чатқа тек қана мұғалімге негізі звондамау керек те олардың, өйткені уақыты жоқ ол кісінің. Мысалы мен заучтардың өзін айтамын да, сіздің жауабыңызға сабақ уақытында хат жазбаған мұғалімге қуаныңыз деймін да, өйткені ол сабағымен әлек та. Сондықтан неге алмайсың деп қоқан лоқы көрсететін ата-ана ол кешкі уақытта үйіне жетіп алды ма екен, содан кейін яғни иттің үрлі аяқтың дүбірі басылды ма екен, бәрі дұрыс па екен, көңіл күй деп содан кейін шығар. Ал бізде негізі керісінше кейбір мәселелерді алып фотоға түсіріп елдің бәрін ата-ананы даурықтырады да. Бұл бүгін сіздің балаңыздың киімі жыртылып келсе, ертең ол басқа бір баланың бала болғаннан кейін бір-біріне түртеді. Өйткені мынандай эксперименттер де бар ғой, мысалы 2 әйел баласы төбелесіп қалады да, барып 2 әйел ұрысып жатқан кезде 2 бала ар жағында ойнап жүрген оқиғаны көріп қалады да. Бала бұл өзі сондай да, жығылады, қайтадан тұрады, бұл сондай. Ал тек ата-аналар сол проблеманы үлкейтіп алды да. Проблема деп те қарауға болмайтын еді, бірақ бағасына үлкейту жіберді. Сондықтан мен сынып жетекшілерге мынандай ұсыныс беремін да, чатқа былайша айтқан кезде ереже бекіткен абзал да. Бұл чат ешқандай сауда салынбайтын, видео салынбайтын деген сияқты. Сыныптың мәселесі бір жағдай болған кезде осы сағат уақыттарында маған жекеге WhatsApp-пен жазыңыз әрдайым деген секілді. Және осы сыныптың ішіндегі мәселе ғана талқыланады бұл жерде деген секілді чатқа ереже бекітіп ата-аналардан уәдесін алған абзал деген секілді. Өйткені бізде қазір неше түрлі ата-аналардың өздерінің чаттары бар, мұғалімдер жамандап жіберетін жоқ емес та. Мысалы, сол секілді біз баламызды ақыр бердік па тәрбиесін, онда
біз ол кісінің дәрежесін өсірмесек мұғалімнің баладан айырылып қаламыз. Ақырып тәрбиені бергеннен кейін оны үйде отырып жамандаған тағы болмайды да. Сондықтан ата ана тараптан көптеген қалай көмектесе алады, мұғалімі туралы жақсы нәрсе айтуға үйде. Ешқашан негатив айтпау керек. Екіншісі келетін болсақ, бағанағы мұғалімін атын емес, сенің ұстазың қалай болып жатыр деп. Ұстазың дұрыс айтады екен деп. Мысалы, сол секілді әрдайым қоштап отыр баланы. Сонда бұл қолдан басқалар батыр жасап отыр ғой. Человек пауктан да мысалы батыр жасап. Біз неге осы мұғалімді батыр лайық қой негізі берсек та негізі. Өйткені өзіңнің қолың тимей жатыр, таңның кештің батысы жұмыста жүрсіз да. Ал енді тағдырын бердіңіз ба баланың. Енді ол адамды сүйкімсіз қылсаңыз, баланың кімге қарайды да бұл жерде. Ал үшінші кезекте үйде оны жамандап отырсақ, біз балаларымызды достастыруымыз керек сияқты да. Ата-анаға егер беретін кеңес болатын болса, әкесі достың баласы дос деген секілді, сыныпта баламыз дос болатын болса, бала бағанағындай әлеуметтік желіге түсіріп сала салу, бірден сыныптың ішінде бірдеңе астан кестең болғанда бір-бірін сүйемелдейтін достастыруымыз керек та. Біз мысалы есіктің алдында бұрын ойнап жүрген кезде, анамыз үйге шақырған кезде есіктің алдына зат алып барып досымызға бөліп беруді берген секілді, біз кәдімгідей балаларды достастыруымызда үйретуіміз керек сияқты. Сыныпта сондай не жетіспей жатыр да ата-аналар тараптан. Ал сынып жетекші болған кезде мен ағын айтып жатырмын ғой, арнаулы күн қою, ата-ананың үйіне хат жазу, тіпті ана Американың президенті Авраам Линкольн президент болып тұрған кезінде сынып жетекшіге хат жазады да, бұл балаға дейді да, кәдімгідей. Сіз президент болып тұрып, президент ретінде жазбайды ол жерде. Бұл балаға сіз қажет кезде, яғни бұны өбіктемеңіз дейді да, бұл қажет болса бұны жылап алатын сәтті жылама деп емес, жылауды да үйретіңіз дейді да. Керек кездерінде құстардың сайрауын дейді да, табиғаттың үнін, судың сыбдырында естуді, тыңдай алуды. Қажеттілік болса, өзінікі дұрыс болса, көпке еріп кететіндей, егер ол былайша айтқанда көпте егер ақыл жоқ деген секілді абай атамыз көпке ермейтіндей, ал егер өзінікі қате болатын болса, кешірім салатындай үйретіңіз деп жатыр да. Шамаңыз жетсе, оған былайша айтқанда тауып алған $5 негізі еңбекпен тапқан $5 оны тауып алғаннан әлдеқайда жоғары екен, адал еңбекті де үйретіңіз. Қажет болса деп әр сынып жетекшісіне хат жазады да бұл жерде. Ондай біз енді қазір естіп жатамыз ғой, мысалы Сингапурда осындай бір мектептің директоры ата-анаға хат жазып деген. Сол секілді бұл сынып жетекшісінің тәжірибелігіне байланысты болып тұрған дүние тағы да. Ата-ананың өресіне байланысты. Мына жаман қатын бала таппайды дейді да, қазақта, Құдай сақтасын. Бала тапса қойырға жер таппайды дейді да. Сондықтан сізде ғана емес та бала. Дұрыс қарға баласын аппағым дейді да, негізі. Оны түсінуіміз керек. Яғни кірпі баласын жұмсағым дейді, бірақ барлығы сөйтіп келеді да мектепке. Иә. Мұғалім де біреудің баласы екенін де түсінуіміз керек. Ол да адам, ол да уақыт бар. Ода да 24 сағат уақыт бар. Жағдайына көріп эмпатия жетіспей жатыр ма деймін да қоғамда кішкене ше. Мен осыны. Сондықтан мұғалім кішкене күшті не тәсіл қолдансын да. Бір күні сол мұғалімдерге сынып жетекшісін келесі Асанның анасы келіп өтсін да сабақта. Сынып жетекшісін өзі өте бермесін сынып сағаттарын сол берсін тізгінді. Сонда көреді. Бір күн өзінің бойынан өткізіп көргенде мына балалардың қаншалықты қиын екенін көреді. Тағы да бір лайфхак деп жатқанымыз ғой. Сондықтан бұл керісінше мектептен бөлек уақыттарда театрда, мәдени орындарда міндетті түрде ата-ана барсын, екі ата-ананы еріп алыңыз. Өйткені бір мәселе болатын болса, ондай болмай қойсын. Мәселе болса, ата-ана не істейді, сол процестің ішінде болады. Ал бірақ сіздің жан тәніңізбен қойылымда отырып, жылап жатқаныңызды, мұражайда отырып, Ахметке таңғалып отқаныңызды көрген ата-ана жақсылықты жеткізіп барады да келесі ата-анаға. Сол секілді, осындай енді мен көп жағдайда байқасаңыз, практик маманмын да негізі. Өйткені майданның ортасына барамыз, әлгі батыр майданда болат қайнауда шынығатын секілді біз сол ортада жүреміз. Көп жағдайда осындай тәсілдер қолданамыз. Нақты. Иә. Сондықтан осыны істеп көрсе бірінші этабы. Одан кейін ары қарай кезеңге өтуге болады. Енді келесі, егер мұғалімге біз енді ұстаздық миссия деп қарайтын болсақ, мектеп әкімшілігі кедергі келтірмей оған көмектессе, көмектесу үшін ол кісілер өздерінің білімдерін жетілдіріп, енді менеджмент жағынан, одан кейін екінші, жаңа мұғалім сабақ беріп жатқанда сабағына кедергі келтірмесе, мектеп әкімшілігі болады кейде жаңа кіріп сабағын ортасынан бөліп, сені директор шақырып отыр, завуч шақырып отыр деген секілді. Сондай нәрселер болмаса, екінші ата-ана мүмкіндігінше мұғалімге көмектессе және кедергі келтірмесе, онда мұғалімнің негізгі ең басты проблемалар шешілетін еді. Оған көмек берілсе, ол өзінің жұмысын ары қарай жақсы көретін еді. Өзінің жұмысын қосымша уақыт бөлетін еді. Ол не үшін мектепте өз сағатын ғана, сабағын ғана беріп, одан кейін кетіп қалу себебі ол анау агрессиядан шаршап кеткен. Мектептегі әкімшіліктің агрессиясынан, ата-ананың агрессиясынан. Сондықтан ол өзінің жұмысын жек көріп кеткен былайша айтқанда көп жағдайда. Одан кейін осы нәрселер орындалса, онда енді кезекті біз мұғалімнің өзіне келіп тіреміз. Мұғалімнің өзін
дамытуына уақыты пайда болады және оның құлшынысы пайда болады. Енді соңғы сұрағымыз, мұғалім өзін әрқашан үздіксіз дамыту үшін қандай қондырғы дейді ғой, өзінің жүрегіне, миына қандай қондырғы қою керек? Яғни үздіксіз ол тоқтамай әрқашан әр баланың көзқарасына сәйкес білім беру үшін және тәрбие бере алу үшін даму керек қой өзі. Сол қондырғыны қалай қоямыз? Және сіздің соған ойыңыз, пікіріңіз қандай, нақты кеңес бересіз? Мысалы, қазір сіздің миыңызда сол қондырғы бар деп ойлаймын, жүрегіңізде, миыңызда. Сол қондырғыны мұғалімдерге қалай қоямыз? Жалпы бағанағы кейбіреулер кедергілер деп айтып жатырмыз ғой, бұл кедергілерде ситуация дейді да, ұстаздықта. Шынымен педагогикада ситуацияға бай мұғалім бәрін шығатын жолын біледі да шамамен. Тәжірибесіне Мысалы, сәйкес. бір топ мысалы кілт болатын болса, бір 40 кілт болса, бір сандықта бір құлып тұрады да. 40-тан бір, яғни ішінде біреусі ашатын болса, түбі бәрі ашылатын секілді. Әрбір кілтті қай жерге қолдануға білетін мұғалім, яғни бұл жерде кейстердің кілтін білетін болып тұр ғой. Ең бірінші бұл жерде ұстаздықта сол дәл қазіргі уақытта дамитын, алға қарайтын буынның болса, ментор болса жақсы да, алдындағы. Екіншісі сол ортаның бұл әріптестердің да, өйткені жұмысқа сондай бір мықты әріптестермен де жүру, өйткені бірлестік дейміз, педкеңес дейміз, бәрінде кеңесе отырып шешетін. Өйткені бұл менің атым Қожадағындай Рахман ағайдың мен Қожа Сұлтанның шамын жаға алмадым деген секілді әріптестер өзара көбірек коллаборацияға түсу маңызды болып тұр да. Мұғалімдер бір-бірімен. Ал бағанағы дамуға келетін болсақ, яғни ол да екі дамудан өттік па, үшіншісі жеке өзінің даму жоспарын құру да. Мұғалім негізі өзінің миссиясы болған мұғалім, жалпы адамда миссия болса, мақсат болса, адам энергияға толы болады да. Сосын өзіне уверен болады да. Сосын ода приоритет пайда болады да. Сосын ода башқанда кейінгі күнге, яғни шегеру деген нәрсе болмайды да. Яғни бұл әу баста тақырып қойылған кезде миссиядан басталды ма, осы бар мұғалім шаршамайтын мұғалім ғой негізі. Яғни ұстаздық өткен жалықпас миссия деп балаға деп қояды ғой. Жалықпайды емес, оны бағанағы миссиясы ұстайды. Оны бағанағы уайымы ұстайды да. Өйткені адамдарды не істейді деген кезде мықтысы әуезіп айтады ғой, адам мен адамды, яғни басқанда жарыстырған кезде теңестіретін нәрсе бұл білім деп қояды. Сол білім уайыммен келген білім да. Және ұстаздардың міндеті сол білімді әдеппен беру керек та негізі. Әдеп өйткені ұстаздықтағы алдыға шығатын нәрсе да білімнен. Тіпті білімнің осы 30 түрлі бағытынан гөрі әдептің бір бағытын үйреткен қайырлы дейтін ғұламалар болған да. Сондықтан ұстаз көп жағдайда ғалымдардың ортасында жүруі маңызды да. Сол кезде ол тосылып қалмайды, бітіп қалмайды. Сондықтан өзінің жеке даму жоспарын сондай бір ортаны алу керек. Үш нәрсе осы кішкене дәл қазір қоғамда ұстаздардың жоқ болып жоғалып кетпеуіне, депрессияға түсіп кетпеуіне дейміз ғой. Бір өзіндік көмегін береді, тіпті шамшырағын жағып жүруге. 10 сағаттық теория деп қояды ғой қазірше, өз саласы бойынша күн сайын іздене отыру. Тіпті одан кейін дәл қазіргі мұғалімдерге, позитивті педагогтарға осындай ұсыныс беріп жатыр әлемде. Жарты сағат жаяу жүрсін деген, былайша айтқанда. Жаяу жүріп отыратын болса, стресс деген нәрсе болмайды, өйткені үйдегі настроениені сырттан жұмыстан үйге алып келмейді деген секілді. Ол ой қорытылған кезде бірге көптеген бүгінгі күннің точкасын қояды да. Өйткені бұрынғы ғұламалар, біз бабаларымызды білеміз да, Бағдаттың кітапханасында болды, мысалы Стамбулдың кітапханасында болды. Ол жылдар жүріп келген кезде сіңетін еді да, ол қолданатын. Сол секілді біз бірден нәтиже бермесе де белгілі бір деңгейде. Сондықтан осыны да бір сіңдіре алу үшін Еврика деген нәрсе деп атады ғой ғалымдар. Жүру, пойызбен жүрсе де болады, көлікпен жүрген кезде Еврика деген деп қояды ғой. Тіпті Еврика деген сөздің өзі судың ішінде, Архимед күшіне байланысты ғой. Суға түсу дейді ғой, бассейнге деп қояды ғой. Яғни шомылатын болса суда, ол да бір жақсы жүйкемен жұмыс істейтін, әсіресе мұғалімдерге инсайт деп қойды, жаңалықтар алып келеді. Ол да суға түсу деп қойды ғалымдар. Екіншісі. Үшіншісі бағана біз енді бүкіл әлемдік тартылыссаң дейміз ғой, негізі басына алмағұлат деген секілді қалғып алуы да. Егер мүмкіндік болатын болса, әсіресе частный мектептер кіргізсе болады, балалардың дамитын бөлмесі болса, тіпті мұғалімдердің де демалыс бөлмесі да. Мұғалімдер бөлмесін мүмкін демалыс деп өзгерте салу керек шығар, өйткені демалып кірсе да, өйткені қалғып алу деген нәрсе бұл қатты ұйықтап кету емес. Біз білеміз, сонда қалғып кеткен кезде, яғни Менделеев кестесін түсінде көрді деген секілді. Осы
көптеген мұғалімдер шығармашылық инсайттар, эврика деген кездесетін жаңалықтарды қай кезде алып келеді деген кезде көп нәрсені айтады, бірақ осы үшеуі қатар дейді да: жүру, суға түсу, сосын қалғып алу деп қояды да. Неге дегенде түнімен ізденген білімді таңға жуылған сырлары ашылды деген сияқты ғой. Сондықтан бүгінгі ғасырдағы, яғни 21 ғасырдағы әріптестеріме айтатын, жеке өмірінде осы нәрсені кіргізсе. Жақсы, бұл біздің енді соңғы сұрағымыз еді. Негізі жалпы біз қазір ортада оқушыны негізгі мақсатымыз оқушыға дұрыс біліммен, сапалы біліммен дұрыс тәрбие беру деп қарастыратын болсақ, оны беретін адам мұғалім деп қарастыратын болсақ, мұғалімнің миссиясы бұл ұстаздық жол, бұл миссия, мамандық емес, миссия деп қарастыратын болсақ, оған ата-ана болып көмектессек, оған жаңа мектеп әкімшілігі болып көмектессек, жалпы қоғам болып көмектессек, онда мұғалім де өзінің жұмысының қадір қасиетін, өзінің істеп жатқан ісінің қадір қасиетін түсінер еді. Түсініп жүргенде мұғалімдер бар, ондай мұғалімдер жоққа шығармаймыз. Біздің негізгі айтқымыз келген нәрсе бүгінгі осы 1-1,5 сағат уақытта келесі қадам қандай? Яғни ешқандай әкімшілік жұмыстарды, орынбасарлардың, директорлардың жұмысын біз жоққа шығармаймыз. Өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Қателіктер де болып жатыр, бірақ келесі қадам қандай? Яғни қазір жасап жатқан нәрсесі бар, ол енді қоғам дамып жатқаннан кейін, әлем дамып жатқаннан кейін ол жеткіліксіз болып жатыр. Сондықтан келесі қадам қандай? Ата-аналарда көптеген ата-ана бар, өзінің баласы үшін уақытын арнайтын, қосымша мұғалімдерге беретін, барып мұғаліммен барып сөйлесетін, мен баламның білімі қандай, дұрыс бағаны қойып жатсыздар ма, әділ қойыңыздар бағаны, өтірік баға қоймай ақ қойыңыздар, маған өтірік баға керек емес, шынайы бейнесі керек. Жаңағы баламның, егер сізді тыңдамай жатса маған айтыңыз, мен көмектесейін деген секілді ата-аналар бар. Енді келесі қадам, бүгінгі біз 1,5 сағатта келесі қадам қандай деген нәрсе негіз талқыладық. Өйткені мұғалімдікті біз мамандық емес, миссия деп алсақ, ол 24/7 365 күн осы жолда қызмет ету керек. Яғни осы жолда қызмет етсе ғана қоғам дамиды деп ойлаймыз. Өйткені қоғам дамуы бұл ұстаздардан басталады. Ұстаздар дамыса, оқушы дамиды, оқушы дамыса, ол болашақ маман иелері, еліміз толық дамиды деген сенімдеміз. Қорытындылай келетін болсақ, біз мектеп әкімшілігінің жұмысын жоққа шығармаймыз. Ол кісілер өте керемет жұмыс жасап жатыр, өте керемет директорлар бар, өте керемет жаңа орынбасарларымыз бар, бірақ айтқымыз келген нәрсе бүгінгі келесі қадам қандай? Яғни әлем тез дамып жатыр, басқа елдер даму үстінде болып жатыр. Сондықтан біздің білім саламыз даму үшін, бір жерде тоқтап қалмас үшін келесі қандай қадам жасаймыз деген ниеттеміз. Және ата-аналарға алғыс айтамыз. Ол кісілер өздерінің балалары үшін уайымдап, өз балаларын жақсы болсын деп, жақсы білім алсын деп, жақсы тәрбие алсын деп, тәрбие алу жолында мұғалімдерге көмектесіп жатқан көптеген ата-аналарымыз бар. Бұл ата-аналарға алғыс айтамыз, және барлық ата-аналарға айтқымыз келген нәрсе, мұғалімге әрқашан көмектесейік. Өйткені ол сіздің балаңызға тәрбие мен білімді беріп жатыр. Сіздің оған уақытыңыз толық жетпей жатса, оны мектеп атқарып жатқаннан кейін оларға кедергі келтірмей, керісінше көмектесейік. Мұғалімдер де адам, бұлар да қателеседі. Демек қателіктеріне кішкене көз жұмып қарап, оларға өздерінің жұмыстарын толық атқаруға көмегімізді тигізейік. Ал ұстаздарға айтқымыз келген нәрсе, құрметті ұстаздар, бұл ұстаздықты миссия деп қабылдасаңыздар, және бүгінгі подкасттан өздеріңізге пайдалы нәрсе алдық деген сенімдеміз. Осы пайдалы ақпараттарды өздеріңіздің сабақтарыңызда, өздеріңіздің жұмыстарыңызда қолданып, ұстаздықты миссия жолы деп қабылдап, керемет ұстаз болуға, өз жұмыстарыңызды адал атқаруға біз тілектеспіз, және оған сенімдіміз, және біздің көрермендерге алғыс айтамыз. Келесі шығарылымда қандай да бір тақырып қозғау керек болса, комментарийға жазып жіберсеңіздер болады. Осындай тақырыпты қозғасаңыздар, осындай проблеманы қозғасаңыздар, немесе осындай қонақты шақырсаңыздар күшті болар еді десеңіздер, біз шақыруға дайынбыз. Амандықта кездескенше сау болыңыздар.